Күләш үйден кеткен түні өзімен бірге бір ғана қара сөмке алды. 25 жыл бірге тұрған күйеуіне қоштасу сөзін қалдырмады. Балаларына да қайда баратынын айтпады. Асы үстелінде неке жүзігімен үйдің кілті жатты. Ал таңғы сағат 5-те есік алдына шыққан Қайрат қақпаға қадалған бір жапырақ қағазды көрді. Онда небәрі 4 сөз жазылған еді. Мені іздеуге құқығың жоқ. Қайрат қағазды жұлып алып, умаждап тастады. Әйелінің мұндай батылдыққа баратынына сенбеді. Күләш осы үйге келін болып түскелі, оның рұқсатынсыз көршіге кірмейтін, ақша ұстамайтын, туыстарына жалғыз бармайтын. Үйде қандай дау шықса да, келесі күні таңғы асын әзірлеп, ештеңе болмаған қалыппен тіршілігін жалғастыратын. Қайрат әйелінің шыдамын әлсіздікке балаған еді. 2 күннен кейін өзі қайтып келеді. Баратын жері жоқ. Қайрат үлкен ұлы Арманға телефон арқылы хабарлады. Анам не үшін кетті? Қатындардың қылығы ғой. Назар аудартқысы келген шығар. Әкем, кеше не болды? Қайрат жауап бермей, байланысты үзіп жіберді. Кеше болған жағдайды үй ішінен 3 адам көрген еді. Алайда олардың ешқайсысы Күләштің кетуге 1 ай бұрын дайындала бастағанын білмейтін. Қайрат бөлмелерді аралап шыққанда, әйелінің киімдері орнында тұрғанын байқады. Әшекей бұйымдары, құжаттарының бір бөлігі, көптен киіп жүрген қоңыр пальтосы да шкафта ілулі тұрды. Кек көк көйлек, қара шалбар және шағын дәрі қобдишасы жоғалған. Телефоны өшіруледі. Әйелінің әмиянында қанша ақша болғанын Қайрат білмейтін. Өйткені Күләштің қолында жеке қаржы болмауға тиіс еді. Түске таман үйге Арман мен келіні Сәуле келді. Олардың артынан кенже қыз Мөлдір кірді. Ортаншы ұл Данияр өзге қалада тұратын. Оған әлі хабар берілмеген. Балалар ас үйге жиналғанда үстел үстіндегі жүзікті көрді. Мөлдір оны алақанына алып, үнсіз ұзақ отырды. Анам мұны бір сәттік ашумен тастамаған. Мөлдір әкесіне тік қарады. Ол бұл күнге көптен дайындалған. Сен қайдан білесің? 1 ай бұрын менен теміржол бекетіне қалай жетуге болатын сұрады. Неге маған айтпадың? Өйткені анам алғаш рет менен бір нәрсені құпия ұстауды өтінді. Қайрат қызына қол көтермек болып ұмтылғанда, Арман әкесінің білегінен ұстап қалды. Мұндай әрекетке бұрын оның батылы жетпейтін. Қайрат ұлының саусақтарын икеріп тастап, төргі бөлмеге кіріп кетті. Сәуле қорыққаннан қабырғаға сүйенді. Мөлдірдің өңі өзгермеді. Кеше анама да осылай ұмтылдыңыз ба? Арманның дауысы дірілдеді. Қайрат есікті тарс жапты. Арман әкесінен жауап күтпеді. Ол кеше кешкісін осы үйге кіріп, анасының жерде отырған, әкесінің үстел басында ашулы отырғанын көрген. Күләш ұлына ештеңе түсіндірмей, үйіне қайтуын өтінген еді. Арман кетерде анасының білегіндегі көгерген ізге көзі түскен. Өзін тоқтатқан бір ғана нәрсе бар еді. Анасының үрейге толы өтініші. Балам, араласпа. Сен кетсең басылады. 25 жыл ішінде осы сөйлемді Арман бірнеше мәрте естіген. Бала кезінде анасы әкесін ақтайтын. Қайрат жұмыстан шаршап келгенін, ашуы тез тарайтынын, үйдің қамы үшін қиналып жүргенін алға тартатын. Балалары есейгенде Күләш басқа сылтау тапты. Әкелерінің қан қысымы жоғары. Қарсы шықсаңдар, денсаулығына зиян. Ал кешегі кеште анасы оны қорғауға жарайтын бірде-бір себеп айталмаған еді. Мөлдір анасының бөлмесіне кіріп, шкафтың төменгі тартпасын ашты. Ішінен бос дәрі қаптамаларымен бірнеше аурухана түбіртегін көрді. Әкесіне байқатпай қағаздарды сөмкесіне салды. Бір түбіртектегі күнге көзі түскенде жүрегі шым етті. Күләш 3 апта бұрын аудандық ауруханада тексерілген. Анам ауырып жүр ме? Арман қарындасының қолындағы қағазға үмілді. Мұнда нақты диагноз көрсетілмеген. Әкем біле ме? Білсе, анам жалғыз бармас еді. Олар ас үйге оралғанда Қайрат үйде жоқ болып шықты. Көлігі де ауылда тұрмады. Арман әкесінің әйелін іздеуге кеткенін түсінді. Мөлдір дереу анасының бұрын араласқан адамдарын есіне түсіре бастады. Күләштің жақын құрбысы қалмаған. Төркінмен байланысы 10 жыл бұрын үзілген еді. Күләштің жалғыз ағасы Бекен ауылда тұратын. Қайрат екеуі бір тойда жанжалдасқаннан кейін қарындасының төркінге баруына тыйым салған. Бекен бірнеше рет келіп, Күләшпен сөйлесуге әрекеттенген. Әр келген сайын Қайрат оны ауладан кіргізбей қайтарған. Уақыт өте, ағасы да іздеуді тоқтатты. Мөлдір Бекеннің нөмірін таныстар арқылы тауып, қоңырау шалды.
Арғы жақтан қарлығыңқы ер адамның үні естілді. Мөлдір өзін таныстырғанда ол ұзақ үнсіз қалды. Анасының жоғалғанын естіген бойда Бекеннің тынысы өзгерді. Күләш жоғалған жоқ, қарағым. Ол өзін құтқаруға кетті. Нағашы, анам сізге барды ма? Маған келген жоқ. Қайда кеткенін білесіз бе? Білуім мүмкін, бірақ әкең қасында тұрса, бір ауыз сөз айтпаймын. Мөлдір сыртқа шығып қақпаны жапты. Нағашысы әуелі оның жалғыз екеніне көз жеткізді. Содан кейін 25 жыл бұрын болған бір оқиғаны еске салды. Күләш Қайратқа тұрмысқа шығардан 3 күн бұрын некеден бас тартпақ болған екен. Алайда отбасының абыройын ойлаған анасы қызын райынан қайтарған. Қарындасым тойдың алдындағы түні маған келді. Қайрат ашуланғанда өзімді адам құрлы көрмейді деп жылады. Мен алып қалмақ болдым. Анамыз қарсы шықты. Елге масқара боламыз, үйленген соң түзелет деп Күләшті қайта апарды. Неге маған мұны бұрын айтпадыңыз? Анаң айтқызбады. Балалары әкесін жек көріп өспесін деп қорықты. Қазір қайда баруы мүмкін? Жас кезінде тігінші болуды армандайтын. Қаладағы бір шеберханада бірге оқыған құрбысы бар еді. Есімі Зәмзәгүл. Мөлдір мекенжай сұрамақ болғанда нағашысы байланысты үзіп тастады. Қайта қоңырау шалса, телефоны сөндірулі тұрды. Арман екеуі Зәмзәгүлді әлеуметтік желіден іздеді. Ондай есімді адамдар көп болғанымен, Күләшпен қатар оқыған әйелді анықтау оңай болмады. Ақыры тігін шеберханасының ескі парақшасынан Зәмзәгүл Бейсенова есімді әйелді тапты. Шеберхана облыс орталығында орналасқан екен. Мөлдір көрсетілген нөмірге хабарласқанда тұтқаны жас қыз көтерді. Зәмзәгүлдің 2 жыл бұрын қайтыс болғанын айтты. Шеберхананы қазір қызы Айсұлу басқаратын. Күләш есімін естіген Айсұлу сәл кідірді. Ол кісі бізге 3 апта бұрын келген. Қазір сонда ма? Жоқ. Бір күн жұмыс істеп көрді де қайта оралмады. Қайда баратынын айтпады ма? Кек бір бұйымын қалдырды. Мөлдір есімді қыз келсе, өзіне бер деп тапсырды. Мөлдір телефонды қолынан түсіріп ала жаздады. Анасы шеберханаға оның келетінін қалай білген? Күләш үйден кетпей тұрбақ, ізін балалары табатындай жол қалдырған. Алайда не үшін бірден хабарласпағаны түсініксіз еді. Арман екеуі жолға шығуға шешім қабылдады. Сәуле үйде қалып, әкелері оралса, балалардың қайда кеткенін айтпауға уәде берді. Келіні Күләштің қорлық көргенін білетін. Бірнеше жыл бұрын енесінің арқасындағы жара ізін байқап, себебін сұраған. Күләш моншада тайып құлағанын айтып, құтылған еді. Анамызды тапсаңыздар, үйге алып келмеңіздер. Сәуле күйеуінің қолынан ұстады. Әуелі қауіпсіз жерге орналастырыңыздар. Арман әйелінің сөзінен кейін көзін төмен түсірді. Анасының қанша жыл қиналғанын сырт адамдар байқап жүрсе де, өзінің көрмегеніне ұялды. Нақтысында ол талай жағдайды көрген. Кек отбасының тыныштығын сақтау деген желеумен үнсіз қалған. Үнсіздігі әкесіне күш бергенін кеш түсінді. Олар облыс орталығына жеткенде кеш батып қалған еді. Шеберхана шағын базардың артында орналасқан. Айсұлу оларды есік алдында күтіп алды. Қолында көгілдір матадан тігілген қарапайым қапшық бар еді. Анаңыз мұны 1 апта бойы қолмен тікті. Айсұлу қапшықты Мөлдірге ұсынды. Ақша алмады. Қызым бала кезінде көк түсті жақсы көретін деп қана түсіндірді. Қапшықтың ішінде кішкентай күміс қайшы, ескі өлшеу таспасы және банк картасы жатты. Ешқандай жазба болмады. Карта Мөлдірдің атына ашылған еді. Оның құпия санын қызы ғана білетін күнмен байланыстырып қойған. Мөлдір жақын маңдағы банкоматтан есеп шотты тексерді. Картада 5 миллионнан астам теңге тұрды. Арман экранға қайта-қайта қарады. Олардың анасы өмір бойы күйеуінен күнделікті азыққа ақша сұрайтын. Мұндай қаржыны қайдан жинады? Арман айналасына алаңдай қарады. Әкемнен жасырын жұмыс істеген болуы мүмкін. Қашан? Ол үйден сирек шығатын. Біз анамыздың өмірі туралы ештеңе білмейміз. Айсұлу оларды шеберханаға қайта кіргізіп, Күләштің 3 апта бұрын мұнда қалай келгенін баяндады. Үстінде ескі киім болғанымен, тігін машинасына отырған сәтте қолы еркін қозғалған. Бір күнде күрделі көйлектің бірнеше бөлігін әзірлеп шығыпты. Айсұлу жұмыс ұсынған кезде, Күләш әуелі шешуі тиіс мәселесі барын айтып бас тартқан. Қандай мәселе? 25 жыл бұрын басталған қарызды жабуым керек деген сөз айтты. Кімге қарыз? Оны ашпады. Бірақ кетерінде бір адамды сұрады. Кімді?
Сәрсен Омаровты. Арман бұл есімді естігенде орнынан тұрып кетті. Сәрсен Омаров әкесінің бұрынғы серіктесі еді. Екі ер адам 15 жыл бірге құрылыс жүргізіп, кейін аяқ астынан араздасқан. Қайрат үй ішінде Сәрсеннің атын атауға тыйым салған. Балалар жанжалдың себебін білмейтін. Сәрсен аға қайда тұрады? Қала шетіндегі оңалту орталығында жұмыс істейді. Анаңыз мекенжайын менен алды. Айсұлу мекенжайды қағазға жазып берді. Арман оны қалтасына салғанда телефоны шырылдады. Экраннан әкесінің аты көрінді. Ол қоңырауды қабылдамады. Артынша Сәуледен хабарлама келді. Әкең үйге ашулы келді. Сендердің зәмзәгүлді іздегендерінді біліп қойыпты. Қалай білді? Мөлдір аланбай сұрады. Нағашымызға барған болуы мүмкін. Арман әкесіне қайта хабарласты. Қайрат бірден тұтқаны көтерді. Қайдасыңдар? Анамызды іздеп жүрміз. Үйге қайтыңдар. Неге? Күләш өз еркімен кетті. Артынан жүгілмеңдер. 1 сағат бұрын оны қашқын әйел деп полицияға арыз беріпсіз. Қазір неге іздеуден бас тарттыңыз? Қайрат біраз үнсіз тұрды. Арман әкесінің демалысынан оның бір нәрседен қатты қорқып тұрғанын аңғарды. Сәрсенге бармаңдар. Неліктен? Ол адам отбасынды бұзады. Біздің отбасымызды ол емес, өзіміз бұздымыз. Қайрат ұлына алғаш рет жалынған үнмен сөйледі. Арман, менің айтқанымды тыңда. Анаңды тапсаң алдымен маған хабарла. Ол қазір дұрыс шешім қабылдайтын жағдайда емес. Анам ауыра ма? Оның басында бұрыннан мәселе бар. Қандай мәселе? Сендер кішкентай болғанда емделген. Қазір дерті қайта қозған болуы мүмкін. Мөлдір телефонда ағасының қолынан жұлып алды. Әкем, анамның ауруханаға барғанын білдіңіз бе? Қай аурухана? 3 апта бұрын тексерілген. Қайрат жауап қайтармады. Байланыс үзілді. Мөлдір әкесінің анасының тексерілгенінен бейхабар екенін түсінді. Ал басында мәселе бар деген сөзі күмәнді естілді. Айсұлу жұмыс үстеуінің тартпасынан Күләш қалдырған медициналық орталықтың визит картасын шығарды. Әйел тексеруден кейін осы шеберханаға келген. Картада психолог пен заңгердің аты көрсетілген. Бұл тұрмыстық зорлық көрген әйелдерге көмек беретін жабық орталық болатын. Анаңыз мұны үстелге ұмытып кетті. Айсұлу картаны Мөлдірге ұсынды. Артынан хабарласқанда тастай салуымды өтінді. Мөлдір орталық нөміріне қоңырау шалды. Қызметкер Күләш туралы ақпарат бере алмайтынын түсіндірді. Оның қауіпсіздеріне алаңдап отырғандарын айтқанда да жауап өзгермеді. Тек Күләш өзі байланысқа шыққан жағдайда балалары іздеп жүргенін жеткізуге уәде берді. Арман мен Мөлдір көлікке отырып, Сәрсен жұмыс істейтін 16 орталығына бет алды. Жол бойы екеуі әкелерінің сөздерін талқылады. Күләш шынымен бұрын емделген болса, оның себебін туыстары білуі керек еді. Нағашысы мұндай жағдай туралы айтпаған. Орталық қала шетіндегі 2 қабатты ескі ғимаратта орналасқан екен. Мұнда жарақаттан кейін қайта жүруді үйреніп жүрген адамдар ем қабылдайтын. Кезекші әйел Сәрсеннің жұмыстан 1 сағат бұрын кеткенін хабарлады. Оның қайда барғанын білмейтін болып шықты. Бүгін оған орта жастағы әйел келді ме? Мөлдір анасының суретін көрсетті. Кезекші суретке ұзақ қарады. Иә, осы кісі келді. Сәрсен аға оны көргенде қолындағы кесесін түсіріп алды. Олар не туралы сөйлесті? Бөлмеге кіріп кетті. Біраз уақыттан кейін Сәрсен аға жедел жәрдем шақырды. Анамның жағдайы нашарлады ма? Жедел жәрдем әйелге емес, Сәрсен ағаға келді. Оның жүрегі қысылды. Сәрсенді қалалық ауруханаға алып кеткен екен. Арман көлігін қайта бұрды. Мөлдір жолда ауруханаға қоңырау шалып, науқастың жағдайын сұрады. Сәрсен жансақтау бөлімінде жатқандықтан туыстарынан басқа адамға ақпарат берілмеді. Аурухана дәлізінде Күләштің қара сөмкесі табылды. Кезекші Мейірбике оны Мөлдірге беруге келіспеді. Сөмке иесінің өзі келуі немесе полицияның рұқсаты қажет еді. Мөлдір сыртынан анасының есімін көріп, оның осы жерде болғанына көз жеткізді. Анам қайда кеткен? Арман Мейірбикеден сұрады. Науқасты қабылдау кезінде осында тұрды. Кейін полиция қызметкерімен сөйлесіп, сыртқа шықты. Қандай полиция қызметкері? Ер адам, 40-тар шамасында. Мөлдірдің жүрегі су ете қалды. Әкесінің туған інісі Нұрбек полицияда қызмет атқаратын. Күләш үйден кеткен соң, Қайрат ең әуелі інісіне хабарласуы ықтимал еді. Егер Нұрбек жеңгесін тауып алған болса, оны қайда апарғаны белгісіз.
Арман көкесіне қоңырау шалды. Нұрбек телефонды ұзақ уақыт көтермеді. Үшінші әрекеттен кейін байланысқа шықты. Көке, анам сізбен бірге ме? Жоқ. Сіз оны ауруханадан алып кеттіңіз бе? Мен бүгін ауруханаға барған жоқпын. Кезекші сіздің түріңізді сипаттап берді. Нұрбек үнсіз қалды. Анаң аман, оған алаңдамаңдар. Қайда апардыңыз? Өзі сұраған жерге жеткіздім. Қайда? Оны айтуға рұқсатым жоқ. Мөлдір телефонды дауыс торайтқышқа қойды. Көке, анам неге Сәрсен ағаға барған? Мұны өзінен сұрайсыңдар. Әкем оның бұрын емдергенін айтты. Бұл рас па? Рас. Қандай дерттен? Нұрбек жауап беруге асықпады. Оның келесі сөзі балалардың анасы жайлы білетін дүниесін мүлде өзгертті. 24 жыл бұрын Күләш босанғаннан кейін ауруханаға түсті. Бірақ мәселе оның денсаулығында болған жоқ. Дәрігерлер денесіндегі жарақаттарды көріп, полиция шақырған. Ол арызын бір тәуліктен кейін қайтарып алды. Оны әкем ұрды ма? Күләш кінәлі адамның атын атамады. Сіз кім болғанын білесіз бе? Білемін, бірақ дәлелдей алмадым. Нұрбек әңгімесін аяқтап телефонды сөндірді. Арман дәліздегі орындыққа отырды. 24 жыл бұрын олардың отбасында не болғанын есептеуге тырысты. Ол кезде Арман бір жаста еді. Ал Мөлдір мен Данияр әлі өмірге келмеген. Мөлдір Сәрсеннің аты осы оқиғамен байланысты екенін сезді. Анасы оның алдына қарызды жабуға келген. Кездесу кезінде ер адамның жүрегі қысылған. Қайрат балаларының Сәрсенге баруына барынша кедергі жасап отыр. Осы арада жансақтау бөлімінің есігі ашылып, дәрігер шықты. Сәрсеннің жағдайы тұрақталғанын, аз уақытқа бір адамды кіргізуге болатынын хабарлады. Арман өзін науқастың туысымын деп таныстырды. Дәрігер сенбегенімен, Сәрсен есін жиған кезде Күләштің балаларын кіргізуді өзі сұраған екен. Бөлмеге Мөлдір кірді. Сәрсеннің өңі бозарып, кеудесіне құрлықлар жалғанттырды. Ол қыздың бетіне қараған бойда көзін жұмды. Кірпігінің арасынан жас шықты. Сіз анамды танисыз ба? Мөлдір төсектің жанына келді. Жастық шағынан танимын. Ол сізден не сұрады? Кешірім сұрауға келді. Не үшін? Сәрсеннің саусақтары дірілдеп, көрпені қысты. 25 жыл бойы мені кінәлі деп ойлаған үшін. Қандай кінә? Әкең оған үйленерден бұрын мен Күләшке сезімімді айтқанмын. Қайрат мұны білгенде мені ауылдан қуып жіберді. Кейін әйеліне қол көтере бастағанын естідім. Көмектесуге бардым, бірақ Күләш мені қабылдамады. Неге? Қайрат оған бір өтірік айтқан. Қандай өтірік? Сәрсеннің көзі есікке түсті. Дәлізде біреу қозғалғандай дыбыс шықты. Ол Мөлдірдің білегінен ұстап, өзіне жақын тартты. Қайрат оған, сендердің үлкендерің менің балам екенін айтқан. Мөлдір не естігенін бірден ұғалмады. Сәрсеннің дауысы бәсеңдеп бара жатты. Арман ағама? Иә, Күләш осы өтірікке сенді. Күйеуінің қорлығына өзін кінәлі санады. Баласының шын әкесі басқадан болу мүмкін деген күмәнмен өмір сүрді. Бұл өтірік екенін қайдан білесіз? Өйткені Күләш екеуміздің арамызда ондай жақындық болмаған. Мөлдірдің тынысы тарылды. Әкесі әйелін 25 жыл бойы жасамаған ісі үшін жазалап келген бе? Анасы баласын әкесіз қалдырмау үшін қорлыққа көніп отырған ба? Сәрсен әлі ең маңызды нәрсені айтпаған еді. Анам қазір қайда? Ол шындықты тексеруге кетті. Қандай шындықты? Арманның әкесі кім екенін емес, Қайраттың не үшін мұндай өтірік ойлап тапқанын анықтауға кетті. Оның себебі бар ма? Сәрсен көзін жұмып, басын изеді. Себебі бар. Қайрат Күләштің кетіп қалуынан емес, 25 жыл бұрын жасаған қылмысының ашылуынан қорқып жүр. Мөлдір келесі сұрағын қойып үлгермеді. Құрылғыдан дабыл үні шығып, дәрігерлер бөлмеге кірді. Оны дәлізге шығарды. Арман қарындасының түрінен әлденені сезіп, алдынан жүгіріп келді. Мөлдір естігенін айтуға оқталғанда, аурухана есігінің алдында Қайрат көрінді. Оның жанында 2 полиция қызметкері тұрды. Қайрат балаларына қарамастан кезекшіге Күләштің қара сөмкесін алуға келгенін хабарлады. Ол сөмке анамдікі. Мөлдір әкесінің жолын бөгеді. Ішінде маған тиесілі зат бар.
Не бар? Қайрат қызына жақындап, өзгелер естімейтіндей бәсең үн қатты. Егер сөмкені ашсаңдар, аналарының қайда кеткенін ғана емес, не үшін 25 жыл бойы менің үйімде қалғанын да білесіңдер. Қайраттың жүзінде ашу емес, үрей тұрды. Мөлдір алғаш рет әкесінің бір заттан осынша қорыққанын көрді. Сөмкенің ішінде ақша да, құжат та емес. Бірнеше адамның тағдырын өзгерте алатын дәлел жатқанын сезді. Алайда мейірбике сөмкені әкелген сәтте ауруханадағы жарық сөніп қалды. Дәліз бірнеше секундқа қараңғылыққа батты. Жарық қайта жанғанда Қайрат та қара сөмкеде орнында жоқ еді. Ал сыртқы есіктің алдында күләштің көк орамалы жатты. Арман көк орамалды жерден көтергенде матаның бір шеті жыртылғанын байқады. Мөлдір аурухананың сыртқы есігінен жүгіріп шықты. Алайда Қайраттың көлігі көрінбеді. Күзетші дәл жарық өшкен сәтте қара түсті көлік ауладан қатты жылдамдықпен кеткенін хабарлады. Рөлде Қайрат отырған, артқы орында әйел адамның сұлбасы байқалған. Арман анасының әкесіне өз еркімен мінгеніне сенбеді. Бейне бақылауды қарауымыз керек. Мөлдір күзетшіге бұрылды. Жарық сөнгенде камераларда тоқтап қалды. Оған дейінгі жазбаны көрсетіңіз. Полицияның рұқсаты қажет. Арман телефонын алып, көкесі Нұрбекке қоңырау шалды. Нұрбек жағдайды естіген бойда ауруханаға 10 минутта жететінін хабарлады. Мөлдір әкесінің жарықты әдейі өшірген болуы мүмкін екенін айтты. Ауруханада мұндай әрекетті жалғыз адам іске асыра алмас еді. Нұрбек келген соң күзет бөлмесіне кіріп, бейне жазбаны тексерді. Жарық өшерден 7 минут бұрын Қайрат аурухананың артқы есік арқылы ғимаратқа кірген. Оның жанында медициналық киім киген ер адам болған. Бетперде таққан еркектің жүзін тану мүмкін болмады. Келесі көріністе Күләш жалғыз өзі қабылдау бөлімінен шығып келе жатты. Ол қара сөмкесін мейірбикеге қалдырып, сыртқа беттеген. Дәл есік алдында Қайрат алдынан шыққан. Бейне жазбада олардың дауысы естілмегенімен, Күләш күйеуінен шегініп, қалтасынан бір зат шығарған. Тоқтатыңыз. Мөлдір экранға жақындады. Анамның қолындағы не? Нұрбек көріністі үлкейтті. Күләш шағын дыбыс жазатын құрылғыны көтеріп тұрған еді. Қайрат оны көргенде әйелінің білегінен ұстап қабырғаға қарай итерген. Аурухана қызметкерлері жақындаған сәтте қолын босатқан. Анаң бұл кездесуге дайын келген. Нұрбек қабағын түйді. Ол Қайраттың әр сөзін жазып алмақ болған. Құрылғы қара сөмкеде ме? Жоқ. Қайрат оның қолынан тартып алды. Жазбаның соңғы бөлігінде Күләш сыртқа шығып, көк орамалын басына тартты. Қайрат артынан ерді. Екеуі көлік тұрағына жеткенде, әлгі медициналық киімдегі адам қайта пайда болды. Ол Күләшке бір нәрсе көрсеткеннен кейін, әйел өз еркімен көлікке отырған. Анамды немен қорқытты? Арман экранға қадалды. Телефоннан бір бейне көрсетті. Нұрбек жауап қатты. Кімді көрсеткенін анықтау қажет. Мөлдір бірден жеңгесі Сәулеге хабарласты. Үйдегі жағдайды сұрағанда, арғы жақтан баланың жылағанын естілді. Сәуле екі ұлын көршіге апарып қойғанын, өзі Қайраттың үйінде отырғанын түсіндірді. 1 сағат бұрын белгісіз адам қақпадан кіріп, үйдің артқы есігін ашуға әрекеттенген. Қазір жалғызсың ба? Арманның өңі өзгерді. Полиция қызметкері осында, қорықпа. Аты кім? Сәуле жауап бермей тұрып, байланыс үзіліп қалды. Арман қайта қоңырау шалғанмен телефоны сөндірулі тұрды. Ол көлік кілтін алып, ауруханадан жүгіріп шықты. Нұрбек екеуін тоқтатып, өзді бірге баратынын айтты. Үйге жеткенде аула қақпасы ашық тұрды. Алдыңғы есіктің құлпы бұзылмаған, терезелер бүтін еді. Арман ішке кіріп, әйелін дауыстап шақырды. Жауап болмады. Ас үй үстелінде Сәуленің телефоны жатты. Экранның беті шытынап кеткен. Еденде сынған стақанмен су іздері көрінді. Мөлдір төргі бөлмеге кіргенде шкаф есігінің ашық қалғанын байқады. Біреу әкемнің бөлмесін тінткен. Не іздеген? Қара сөмкедегі затқа қатысты бір нәрсе болуы мүмкін. Нұрбек үйді тексеріп жүріп, жертөле есігінің іштен бекітілгенін аңғарды. Арман иығымен бірнеше мәрте соғып, есікті ашты. Қараңғы баспалдақтың түбінен әлсіз дыбыс естілді. Сәуле орындыққа байланған күйде отыр еді. Арман әйелінің аузындағы матаны алып, жібін шешті. Сәуленің қолы дірілдеп, сөйлей алмай қалды. Мөлдір оған су беріп, тыныштандырды. Бірнеше минуттан кейін ғана Сәуле болған оқиғаны баяндады. Полиция киімін киген ер адам келді.
Нұрбек көкөн жібергенін айтты. Түрін көрдің бе? Нұрбек сұрады. Бетпердесін шешпеді. Үйде қауіп болу мүмкін екенін айтып, бөлмелерді тексеруге кірісті. Мен күмәнданып, телефонымды алған кезде қолымды қайырып жіберді. Ол не іздеді? Қайрат әкеміздің жеке мөрін. Нұрбек қабырғадағы сейфті тексерді. Есігі ашық, іші бос еді. Қайраттың құрылыс компаниясына қатысты құжаттары да жоғалған. Сәуле шабуыл жасаған адамның сейфтің құпия санын білгенін айтты. Үйге бөтен адам кірген жоқ. Арман ашуын жасыра алмады. Әкем өзі жіберген. Асығыс қорытынды жасама. Нұрбек сейфтің есігін сүртті. Құпия санды бұрынғы қызметкерлерінің бірі де білуі ықтимал. Сәуле жертөлеге сүйреп бара жатқанда, әлгі ер адамның телефонмен сөйлескенін естіген. Ол арғы жақтағы адамға мөр табылды, ескі тізім мұнда жоқ деген. Артынша әйел бағытты өзгертті ме деп сұраған. Осы сөз Күләштің әлі Қайраттың көлігінде болуы мүмкін екенін аңғартты. Нұрбек қаланың кіреберісіндегі бақылау бекеттеріне хабарласты. Қайраттың көлігі шығыс бағыттағы тасжолдан өткен. Көлікте жүргізушіден бөлек 2 адам болған. Артқы орындағы әйелдің басында көк ормал көрінбеген. Үшінші адам кім? Мөлдір сұрады. Ауруханадағы еркек болуы мүмкін. Олар қайда бара жатыр? Осы бағытпен 2 жерге баруға болады. Қайраттың ескі кірпіш зауытына немесе Бекеннің ауылына. Арман нағашысына қоңырау шалғанда Бекен бірден жауап берді. Қайраттың жарты сағат бұрын келгенін естігенде бөлмедегілер бір-біріне қарады. Бекен күйеу баласының жалғыз келгенін айтты. Күләш қасында болмады ма? Жоқ. Ол менен 25 жыл бұрынғы аурухана анықтамасын сұрады. Сіз бердіңіз бе? Ондай қағаз менде жоқ екенін айттым. Ол сенді ме? Сенген жоқ. Үйімді қарап шықпақ болды. Ауладан қуып жібердім. Қайрат Бекеннен кеткен соң шығыс бағытта жүре берген. Ол әйелін жолдың бір жеріне қалдырған болуы мүмкін еді. Нұрбек көліктің қозғалысын тексеру үшін қызметтік орталыққа хабарласты. Соңғы камера Қайраттың көлігін кірпіш зауытына апаратын жолдан түсірген. Біз зауытқа барамыз. Арман сыртқа беттеді. Сәулені ауруханаға жеткізу керек. Мөлдір жеңгесінің қолындағы іздерге қарады. Мен бара алмаймын. Сәуле бірден қарсы шықты. Күләш анамызды табыңдар. Мен балаларының қасына қайтамын. Нұрбек әріптесін шақырып, Сәулені қауіпсіз жерге жіберді. Арман көлікті өзі жүргізді. Жол бойы ешкім сөйлеспеді. Мөлдір анасының неге көлікке отырғанын ұғынуға тырысты. Кірпіш зауыты 10 жыл бұрын жабылған еді. Қаңырап тұрған ғимаратқа апаратын жолдың бойында Қайраттың көлігі көрінді. Жүргізуші есігі ашық, кілті орнында қалған. Артқы орында Күләштің қара сөмкесі жатты. Арман сөмкені ашуға ұмтылғанда, Нұрбек оның қолын тоқтатты. Алдымен айналаны тексеріп, қауіп жоқ екеніне көз жеткізді. Мөлдір сөмкені ішке кіргізбей, көліктің жанында ашуды сынды. Ішінде Күләштің дәрілері, таза көйлегі және бір бума банк түбіртегі болды. Құпия дәлел көрінбеді. Арман сөмкенің астарын сипап отырып, тігісінің қалыңдау жерін тапты. Мөлдір Айсылу берген күміс қайшымен астарды абайлап кесті. Матаның арасынан шағын жат картасы түсті. Қайрат іздеген зат осы еді. Күләш оны сөмкенің ішкі қабатына өзі тегіп қойған. Мұнда не барын көру үшін компьютер керек. Арман картаны алақанына салды. Зауыттың кеңсесінде ескі компьютер болуы мүмкін. Нұрбек ғимаратқа қарады. Олар негізгі цехқа кірді. Терезелердің көбі сынған. Еденде кірпіш сынықтары шашылып жатты. Арман телефон шамын жағып алда жүрді. Кеңсе есігіне жеткенде іштен ер адамның даусы естілді. Картаны алып келді ме? Сөмбені тапты. Жақында осында кіреді. Арман тоқтап Нұрбекке қарады. Іштегі адамдар олардың келгенін біліп отырған. Нұрбек қаруын шығарып, балаларға кейін шегінуді бұйырды. Дәл осы сәтте артқы жақтан темір есік жабылды. Цех іші қараңғылықта батты. Біреу Арманға соғылып, қолындағы жат картасын жұлып алуға әрекеттенді. Арман бейтаныс адамның білегінен ұстап, жерге құлатты. Мөлдір телефон шамын түсіргенде медициналық бетперде көрінді. Бұл ауруханадағы Қайраттың серігі еді. Нұрбек оны кісендеп үлгергенімен, кеңседегі екінші адам қосалқы есіктен қашып кетті. Күләш қайда? Нұрбек ұсталған еркектің бетпердесін жұлып алды. Ер адамның жүзі көрінгенде Арман оны таныды. Ол Қайраттың құрылыс компаниясында есепші болған Мәлік еді. 3 жыл бұрын қомақты қаржы жымқырды деген айыппен сотталған. Қайрат сотта оған қарсы куәлік берген.
Сен түрмеден қашан шықтың? Арман сұрады. 2 ай бұрын. Әкем, мен не үшін жүрсің? Мен Қайратпен жүрген жоқпын. Ауруханаға бірге кірдіңдер. Ол мені танымады. Киімімді ауыстырып, артынан бақыладың. Нұрбек Мәліктің қалталарын тексерді. Ішінен Қайраттың кеңсесіне тиесілі жеке мөр шықты. Сәулеге шабуыл жасағанда осы адам екені анықталды. Бірақ Мәлік Қайрат үшін емес, өз есімін ақтайтын құжаттарды іздегенін айтты. Күләшті көлікке сен отырғыздың ба? Мөлдір одан көз алмай тұрды. Мен оған телефоннан бір бейне көрсеттім. Кімді көрсеттім? Даниярды. Ортаншы ұлдың есімі аталғанда Арманның бойын суық тер басты. 2 күннен бері Даниярмен ешкім сөйлеспеген. Қайрат оған анасының кеткенін хабарламауды тапсырған еді. Бауырымызға не болды? Ол менімен бірге Қайраттың компаниясында жұмыс істеді. 3 жыл бұрын мені түрмеге отырғызған құжаттарды Данияр дайындаған. Өтірік айтпа. Арман Мәліктің жағасынан алды. Одан өзім сұра. Қазір сұрай алмайсың. Өйткені ол жоғалып кетті. Мәлік қалтасынан басқа телефон шығарды. Экранда орындыққа байланған Данияр көрінді. Оның бетінде жарақат ізі бар. Артында кірпіш қабырға тұрды. Бейне бірнеше сағат бұрын түсірілген. Оны сен ұстап отырсың ба? Нұрбек қаруын көтерді. Жоқ, Қайрат ұстап отыр. Әкесі өз баласын не үшін байлайды? Данияр 3 жыл бұрынғы құжаттардың көшірмесін сақтап қалған. Қайрат соны алғысы келеді. Арман Мәлікті қабырғаға тіреп, бауырының қайда екенін сұрады. Ер адам нақты орнын білмейтінін айтты. Бейне оған белгісіз нөмірден жіберілген. Күләш те осы көріністі көрген соң Қайраттың көлігіне отырған. Анаң ұлын құтқару үшін барды. Мәлік Мөлдірге қарады. Қайрат оған жат картасын берсе, Даниярды босататынын айтқан. Жат картасының сөмкеде екенін әкем қайдан білді? Күләштің шеберханада жүргенін бақылаған. Ол картаға бір нәрсе көшірген кезде көрген адам бар. Мұның ішінде не бар? Қайраттың 25 жыл бойы жасырып келген ісі. Нұрбек Мәлікті полиция көлігі келгенше кеңседе ұстады. Арман ескі компьютер тауып, оны іске қосты. Жат картасында бірнеше дыбыс жазбасы, банк көшірмелері және құрылыс нысандарына қатысты тізімдер сақталған еді. Бірінші дыбыс жазбасында Күләшпен белгісіз әйел сөйлескен. Әйелдің үні әлсіз естілгенімен, әр сөзі анық жазылыпты. Ол Қайратқа тиесілі құрылыс алаңында болған апат туралы баяндаған. 25 жыл бұрын Қайрат заңсыз салынған жатақхананың қабырғасын түн ішінде бұзуға тапсырма берген. Ғимарат ішінде күзетшінің отбасы қалғанын білген. Қабырға құлаған кезде күзетші жараланып, оның әйелі қайтыс болған. Оқиға өндірістік апат ретінде тіркелген. Анау әйел кім? Мөлдір жазбаны тоқтатты. Марқұмның туған әпкесі. Мәлік жауап берді. Ол куәгер болған, бірақ қорқып үнсіз қалған. Анам бұл қылмыс туралы қалай білді? Қайрат апаттан кейін Күләшке мойындаған. Әйелі полицияға бармақ болғанда, оны ұрып, үйден шығармай қойған. Арман 24 жыл бұрынғы аурухана оқиғасын есіне алды. Анасының денесіндегі жарақаттарды дәрігерлер дәл осы кезеңде көрген. Қайрат оның сәрсенмен байланысы барын ойдан шығарып, зорлықтың себебін қызғаныш етіп көрсетуге тырысқан. Әкем анамды қылмысын жасырту үшін қорлаған ба? Алғашында қорқытып ұстап отырған. Мәлік күрсінді. Кейін билігінен айырылғысы келмеген. Анам полицияға не үшін қайта бармады? Қайрат Арманды тартып алатынын айтып қорқытқан. Күләштің психикалық жағдайы тұрақсыз деген жалған анықтама әзірлеткен. Нұрбек үстелді жұдырығымен ұрды. Ол Күләштің арызын қайтарып алған себебін жылдар бойы түсінбей жүрген. Қайрат інісінен де шындықты жасырған еді. Картадағы екінші жазба 1 ай бұрын түсірілген. Күләш Қайраттың бұрынғы дәрігері Есенмен сөйлескен. Есен 24 жыл бұрын жалған анықтама берген мойындап, оның орнына Қайраттан ақша алғанын айтқан. Ауруханадағы медициналық киім кімдікі еді? Мөлдір Мәлікке қарады. Дәрігер Есендікі. Ол қазір қайда? Қайраттың жанында болуы мүмкін. Мәлік медициналық киімді Есеннің көлігінен ұрлағанын түсіндірді. Дәрігер Қайратпен бүгін зауытта кездесуге тиіс болған. Алайда олар келгенше кездесетін орнын ауыстырған. Картада бір бейне файл қалды. Арман оны ашқанда экраннан Данияр көрінді. Бұл байланған күйдегі бейне емес еді. Ол камера алдында еркін отырып, 3 жыл бұрынғы оқиғаны
өзі баяндаған. Егер осы жазбаны көріп отырсаңыздар, мен әкемнің компаниясындағы есептерді тексеріп үлгердім. Даниярдың дауысы қобалжулы шықты. Мәліктің кінәсіз екенін дәлелдейтін көшірмелер менде бар. Қаражатты әкем басқа есепшоттарға аударған. Мен оған көмектестім. Өйткені бас тартсам, анамызға зиян келтіретінін айтты. Арман экраннан көзін ала алмады. Данияр әкесінің қылмысына ерікті түрде араласпаған. Анасының қауіпсіздігі үшін үнсіз жүрген. Бұл үйде әр адам өзгесін қорғағысы келіп, Қайраттың қолындағы құралға айналған еді. Бейненің соңында Данияр бір мекенжайды атады. Құжаттардың түп нұсқасын қала сыртындағы ескі су қоймасының бақылау үйіне жасырғанын айтты. Қайрат осы бейнені көрген болса, ұлын сонда апаруы ықтимал. Мүрбек әріптестеріне мекенжайды жеткізді. Мәлікті полицияға тапсырған соң, олар су қоймасына бет алды. Арман жад картасын аяқ киімнің ішіне жасырды. Қайрат оны іздесе, алдымен сөмкені немесе қалталарды тексеретінін білді. Су қоймасына апаратын жолдың жартысына жеткенде, Нұрбектің телефоны шырылдады. Қоңырау Күләштің нөмірінен түсті. Нұрбек көлікті тоқтатып, дыбыс зорайтқышты қосты. Арман мен Мөлдір қасында ма? Күләштің үні анық естілді. Анашым, қайдасыз? Мөлдір айқайлап жіберді. Уайымдамаңдар, Даниярды көрдім, ол тірі. Әкем жаныңызда ма? Иә. Арғы жақтан Қайраттың дауысы естілді. Жад картасын су қоймасының кіреберісіне әкеліңдер. Полицияны ертсеңдер, аналарың мен бауырларыңды көрмейсіңдер. Әке, мұны тоқтатыңыз. Арман өзін сабырға шақырды. Жазбаларды естідік. Шындық бәрібір ашылады. Карта менің қолыма түспей тұрып, ештеңе ашылмайды. Көшірмесі жасалған болуы мүмкін. Жоқ, Күләш көшірме жасайтын адам емес. Күләш күйеуінің сөзін бөліп жіберді. Қайрат, сен мені 25 жыл бойы танымапсың. Байланыс бірден үзілді. Мөлдір анасының соңғы сөзіндегі сенімді естіді. Күләш жад картасының жалғыз көшірме емес екенін күйеуіне әдейі аңғартқан. Су қоймасына жеткенде полиция көліктері алыс жерде тоқтады. Нұрбек жасырын топқа белгі беріп, Арман мен Мөлдірді жібермеуге әрекеттенді. Екеуі анасы мен бауыры іште тұрғанда сыртта қала алмайтынын айтты. Бақылау үйінің есігі ашық еді. Ішке кірген Арман еденде отырған Даниярды көрді. Қолы байланған, аузы бос болатын. Оның жанында Күләш тұрды. Қайрат әйелінің иығынан ұстап, екінші қолмен пышақ кезенген. Картаны үстелге қой. Қайрат ұлына бұйрық берді. Әуелі оларды босатыңыз. Саудаласатын жағдайда емессің. Сізде емессіз, әке. Зауыттағы жазбаны полиция көрді. Қайраттың жанында тұрған дәрігер Есен есікке қарай жылжы бастады. Нұрбек сырттан кіріп, қаруын оған бағыттады. Есен қолын көтеріп тізерлеп отырды. Қайрат әйелін алға тартып, артқы есікке шегінді. Күләш қорыққанын білдірмеді. Жүзінде балалары бұрын көрмеген тыныштық бар еді. Жад картасын бер, Арман. Қайрат пышақты әйелінің мойнына жақындатты. Арман аяқ киімген картаны шығарып үстелге қойды. Қайрат Мөлдірге оны әкелуді бұйырды. Қыз картаны алып, баяу жақындады. Анамды жіберіңіз. Әуелі картаны бер. Анамды босатпайынша бермеймін. Қайрат қолын созған сәтте, Күләш оның білегін бар күшімен төмен басты. Мөлдір картаны терезеден суға лақтырып жіберді. Қайрат ашумен қызына ұмтылғанда, Арман оны жерге құлатты. Нұрбек пышақты аяғымен алыстатып, ағасының қолына кісен салды. Қайрат қарсыласуын тоқтатпай, Күләшке айқайлады. Сен де құтыла алмайсың. 25 жыл үндемей жүрдің. Сот сенің сөзіңе сенбейді. Күләш күйеуіне тура қарады. Мен 25 жыл үнсіз жүрген жоқпын. Айғақ жинадым. Карта суда жатыр. Негізгі көшірме онда болған жоқ. Қайраттың қимылы бірден тоқтады. Күләш көйлебінің жеңін көтеріп, білебіндегі шағын құрылғыны көрсетті. Олардың ауруханадағы, көліктегі және су қоймасындағы әңгімесі толық жазылған еді. Қашаннан бері жазып жүрсің? Қайраттың үні бәсеңдеді. Сен мені есінен адасқан әйел етіп көрсетуге тасқан күннен бері. 24 жыл бойы ма? Иә. Бөлмедегілер үнсіз қалды. Күләш әр айғақты қауіпсіз жерде сақтап, бірнеше адамға бөліп берген. Қайрат біреуін жойса, қалғандары жарыққа шығатын. Банк картасындағы ақшада тігіннен жиналған қаражат емес еді. Күләш Қайраттың компаниясынан заңсыз шығарылған ақшаның аз бөлігін тауып, сотқа дейін бұғаттау үшін Мөлдірдің атына уақытша аударған. Осы әрекет заңгердің кеңесімен жасалған. Қайрат қаржы қозғалысын көріп, әйелінің жоспарын сезген.
Неге бізге айтпадыңыз? Арман анасының алдына келді. Сендер аралассаңдар, әкелерің біріңе зиян тигізетін еді. Біз сізді қорғай алар едік. Бұрын өздерінде қорқып жүрдіңдер, балам. Арман анасына жауап бере алмады. Күләш оның бетін екі алақанмен ұстап, маңдайынан сүйді. 25 жыл бұрын Қайрат ойлап тапқан күмәннің де шешімі бар екенін айтты. Арманның әкесі кім екенін растайтын медициналық сараптама бірнеше апта бұрын жасалған. Қайрат одан жасырын үлгі алынғанын білмеген. Нәтиже Арманның Қайраттан туғанын көрсетті. Мен бұған баяғыдан сенетінмін. Күләш ұлына қарады. Тек сенің өзің күмәнмен өмір сүрмеуім үшін тексердім. Қайрат басын төмен түсірді. Оның 25 жыл бойы әйелін айыптау үшін қолданған сөзі ресми дәлелмен жоққа шықты. Алайда Мөлдір бір маңызды сұрақтың жауабын таба алмады. Анашым, үйден кеткен түні қақпаға қағазды сіз қалдырдыңыз ба? Күләш таңдана қарады. Қандай қағаз? Мені іздеуге құқығың жоқ деген 4 сөз жазылған. Мен ештеңе жазған жоқпын. Нұрбек Қайратқа бұрылды. Қағазды оның өзі жазуы қисынсыз еді. Арман ауруханадағы Мәлікті есіне алды. Бірақ ол да Күләштің үйден кететінін алдын ала білмеген. Данияр орындықтан әрең көтеріліп, қабырғаға сүйенді. Оны мен жаздым. Сен үйде болмадың ғой. Мөлдір ағасына қарады. Бір күн келдім. Анамның кетуге дайындал жүргенін білдім. Әкем оны іздеуге бірден кіріспесін деп қағазды қақпаға қададым. Неге бізге хабар бермедің? Өйткені анамыз менің көмегімді қабылдамады. Ол бәрін өз аяқтағысы келді. Күләш ұлына жақындап, байланған қолын босатты. Данияр анасынан кешірім сұрады. Қайраттың заңсыз істеріне араласқаны үшін өзін кінәлі санайтынын айтты. Сен мені қорғау үшін қателестім. Күләш оның иығынан ұстады. Қателікті мойындау жаза емес, түзелудің басы. Сырттан полиция қызметкерлері кірді. Қайрат пен Есенді алып шықты. Қайрат есікке жеткенде артына бұрылып әйеліне соңғы рет қарады. Үйге қайтып келесің бе? Күләштің жүзінде ашу байқалмады. Ол үйден мен бүгін кеткен жоқпын, Қайрат. Мен одан 25 жыл бұрын айырылғанмын. Қайрат үн қатпады. Полиция оны көлікке отырғызды. Күләш сыртқа шыққанда балалары жанына жиналды. Алайда ол ешқайсысына сүйенбеді. Мөлдір анасының қара сөмкесін ұсынды. Күләш оны қолына алмады. Ішіндегі киім мен дәріні қызына беріп, сөмкені су қоймасының жанындағы қоқыс жәшігіне қалдырды. Бұл сізге керек емес пе? Мөлдір сұрады. Оны қорыққан әйел жинаған. Мен ол әйел болып қалғым келмейді. Күләш балалармен бірге полиция бөліміне барудан бас тартпады. Ол 25 жыл бойы жинаған айғақтарын тапсыруға дайын еді. Бірақ көлікке мінер алдында Нұрбекті оңаша шақырып бір өтініш айтты. Қайраттың алғашқы қылмысынан қаза болған әйелдің баласын табыңыз. Оның баласы болған ба? 3 жастағы ұлы болған. Қазір ол 30-ға таяған азамат қой. Иә, Қайрат оның кім екенін біледі. Сен де білесің бе? Күләш алыста тұрған Арманға қарады. Білемін. Ол 25 жыл бойы біздің отбасымыздың жанында жүрді. Нұрбек одан адамның есімін сұрады. Күләш жауап беруге асықпады. Өйткені қаза болған әйелдің ұлы осы істің сырттай куәгері ғана емес еді. Ол Қайраттың үйіндегі 3 баланың біріне бауырындай жақын болып өскен. Полиция бөліміндегі тергеу таңға дейін созылды. Күләш 25 жыл бойы сақтаған дыбыс жазбаларын, банк деректерін және дәрігер Есеннің мойындауын тергеушіге тапсырды. Қайрат құрылыс нысанындағы өлімге, қаржы жымқыруға, жалған медициналық анықтама әзірлетуге және адамдарды бопсалауға қатысы бар деген күдікпен қамауда қалды. Данияр әкесінің компаниясында жасаған әрекеттерін жасырмай, баяндап, тергеуге көмектесуге келісті. Ал Күләш қаза болған әйелдің баласы туралы сұраққа жауап беруден бас тартты. Әуелі оны өзім көруім керек. Күләш тергеушінің алдына алақанын қойды. Бұл ақиқатты бөтен адамның аузынан естімеуі тиіс. Оның өміріне қауіп төніп тұр ма? Нұрбек мазасызданды. Қайрат оның кім екенін тергеушілерге айтса, қауіп төнуі мүмкін. Ағам оны не үшін 25 жыл бойы бақылап жүрген? Өйткені ол анасымен бірге ғимаратта болған. Бөлмедегілер Күләшке бірден қарады. Бұған дейін күзетшінің 3 жасар ұлы апат кезінде туыстарының үйінде болған деген мәлімет тараған еді. Күләш бұл нұсқаның Қайрат құрастырған өтірік екенін ашты. Бала құлаған қабырғаның астынан тірі табылған. Бірақ оның басынан соққы алған себепті
оқиға толық есінде қалмаған. Ол баланы кім құтқарды? Арман сұрады. Әкесі. Күләштің үні бәсең шықты. Күзетші әйелі мен ұлын денесімен жауып қалған. Құтқарушылар жеткенде анасы көз жұмып, әкесі ауыр халде жатқан. Күзетші әзір тірі ме? Апаттан кейін 6 ай ғана өмір сүрді. Күләш тергеушіге баланың аты жөнін әзірше жарияламауын өтінді. Нұрбек ресми қорғау ұйымдастыру үшін оның мекенжайын білу керегін алға тартты. Күләш 1 сағат уақыт сұрап, орындықтан көтерілді. Арман мен Мөлдір анасының соңынан шығуға ұмтылғанда, ол балаларын тоқтатты. Бұл кездесуге жалғыз барамын. Қайраттың адамдары жүрсе ше? Арман қарсылық білдірді. Қазір мен емес, оны қорғау маңызды. Ол бізге жақын адам болса, білуге құқымыз бар. Құқық пен дайындық екі бөлек нәрсе балам. Күләш полиция бөлімнен Нұрбектің көлігімен шықты. Рөлге өзі отырды, ал Нұрбек бөлімде қалып Қайраттан жауап алуға кірісті. Арман терезеден анасының алыстап бара жатқанын қарап тұрды. Бұрын көлік жүргізуге қорқатын әйелдің қала көшесіне жалғыз шыққаны оған тосын көрінді. Анамды танымаппыз. Мөлдір ағасының қасына келді. Танығымыз келмеген. Оның тыныш жүргені бізге ыңғайлы болды. Өзі қайтып келе ме? Бұл жолы ешкім оны күштеп қайтара алмайды. Күләш ең әуелі облыс орталығындағы оңалту мекемесіне барды. Сәрсен жансақтау бөлімнен палатаға ауыстырылған еді. Дәрігер қысқа уақыт сөйлесуге рұқсат берді. Күләш есіктен кіргенде Сәрсен терезеге қарап жатты. Балаларыма көп нәрсе айтып қойыпсың. Күләш орындыққа отырды. Айтпасам, Қайрат оларды да алдайтын еді. Арман туралы күмәнді ашудың қажеті жоқ болатын. Ол жігіт шындықты білуге лайық. Мен оны 25 жыл бойы қорғадым. Сен оны қорғаймын деп өзіңді құрбан еттің. Күләш Сәрсенмен дауласқан жоқ. Ол ауруханаға басқа мәселе үшін келгенін айтып, төсектің жанына жақындады. Қаза болған әйелден ұлын табуға көмек сұрады. Сәрсен бұл өтінішті естігенде көзін тайдырып әкетті. Оның қайда екенін сен білесің. Күләш оның жүзінен жауапты аңғарды. Білгеніммен саған айта алмаймын. Неге? Ол сені кінәлі санайды. Оған толық ақиқатты жеткізуің керек. Сәрсен ұзақ үнсіз жатты. 25 жыл бұрын апаттан кейін 3 жасар баланы уақытша балалар үйіне орналастырған. Күләш оны асырап алмақ болып бірнеше рет барған. Алайында Қайрат бұған жол бермеген. Кейін бала нағашы әжесінің қолына өтіріп, басқа қалаға көшкен. Оны кім екенін қашан білдің? Күләш сұрады. 12 жыл бұрын өзі мені тауып келді. Анасын кім өлтіргенін білді ме? Қайраттың бұйрығы болғанын біледі. Сенің куәгер болғаныңды да анықтаған. Мені неге іздемеді? Іздеді. Бірақ Қайратқа жақындай алмады. Күләш орнынан баяу көтерілді. Қаза болған әйелдің ұлы олардың жанында жүргені жайлы Сәрсен айтқан ба, әлде Қайрат па? Осыны анықтағысы келді. Сәрсен оның сұрағын естігенде төсегінің жанындағы судан ұрттады. Артынша бір есімді атады. Мәлік. Күләш үнсіз тұрып қалды. Қайраттың компаниясында есепші болған, 3 жыл түрмеде отырған Мәлік апатта жетім қалған бала екен. Ол компанияға ақша үшін емес, анасының өліміне қатысты айғақ табу мақсатымен кірген. Қайрат оның тегін әуелден біліп, қасына әдейі жақын ұстаған. Қайрат не үшін оны жұмысқа алды? Қадағалау үшін. Мәлік қай деректі тапқанын, кіммен сөйлескенін біліп отырды. 3 жыл бұрынғы қаржысы де осыған байланысты ма? Мәлік құрылыс апатына қатысты төлемді арықтаған. Ақша Есен мен 2 қызметкерге берілген. Данияр оның кінәсіз екенін біліп тұрып, құжат дайындаған ба? Данияр анасының өмірінен қорыққан. Күләш Сәрсенге қарап, 25 жыл бұрынғы үнсіздіктің қанша адамның тағдырын білдіргенін түсінді. Бір әйел өмірінен айырылды. Оның баласы кекпен өсті. Мәліктің орнына кінәлі адам еркін жүрді. Данияр қылмысқа араласты. Арман жалған күмәннің көлеңкесінде қалды. Мөлдір өз отбасында қорқынышты қалыпты нәрсе санап есейді. Мәлік қазір полицияда. Күләш есікке беттеді. Оған барма. Сәрсен асығыс үн қатты. Неліктен? Ол Қайратты заңмен жазалауға келіскен жоқ. Зауытта полицияға ұсталды ғой. Ұсталуды өзі жоспарлаған болуы мүмкін. Сәрсен Мәліктің бірнеше ай бұрын өзіне келгенін баяндады. Ол Қайраттың мойындауын жазып алып,
кейін көзін жоюға дайындалып жүрген. Сәрсен райынан қайтаруға тырысқанмен, Мәлік 25 жыл күткенін айтып кеткен. Егер Қайрат қамалса, Мәлік оған жете алмайды. Күлеш ойын ашық айтты. Қайрат тергеу изоляторына жеткізілгенше уақыт бар. Мәлік полицияның қолында. Оның полициядағы сыбайласы бар. Күлеш бірден телефонын алып, Нұрбекке хабарласты. Бірақ оның нөмірі жауап бермеді. Арманға қоңырау шалғанда тұтқаны мөлдір көтерді. Әкелерін басқа ғимаратқа ауыстыру үшін полиция көлігіне отырғызғанын хабарлады. Мәлік қайда? Күлештің дауысы қатқыл шықты. Оны да алып кетті. Бір көлікпен бе? Жоқ. Мәлік мінген көлік 10 минут бұрын шықты. Қай бағытқа кеткенін анықтаңдар. Ол қашуға әрекет жасауы мүмкін. Анашым, не болып жатыр? Мәлік апатта қаза болған әйелдің ұлы. Мөлдірдің арғы жағынан Арманның дауысы естілді. Ол телефонды қолына алып, анасынан қайда екенін сұрады. Күлеш аурухананың атын атап, балаларын сол жерге шақырды. Өзі тұраққа қарай жүгірді. Нұрбектен қоңырау дәл көлікке отырған кезде түсті. Оның үні асығыс естілді. Мәлікті алып бара жатқан қызметтік көлік бақылау бағытын өзгертіп, байланыстан жоғалған. Көлікте кім бар? Күлеш қозғалтқышты іске қосты. Жүргізуші Бақыт пен 2 жас қызметкер. Бақыт Қайраттың компаниясында бұрын жұмыс істеген бе? Бірнеше нысанда күзетші болған. Оны дереу тоқтатыңдар. Мәлік пен Бақыт бірге әрекет етіп жүр. Оларға Қайрат не үшін керек? Мәлік анасын өлтірген адамның сотын күткісі келмейді. Күлеш Бақыттың қайда баратынын шамалады. Қала сыртында Қайрат салдырған, құрылысы аяқталмаған 5 қабатты ғимарат бар еді. 25 жыл бұрын қаза болған әйелге арналған өтемақы қаражаты осы нысан арқылы шығарылған. Мәлік құжаттарды зерттеген кезде мұны анықтауы мүмкін. Нұрбек арнайы топқа мекенжай жіберді. Күлеш балаларын күтпей жолға шықты. Арман мен Мөлдір аурухананың алдына жеткенде анасының көлігі алыстап кеткен еді. Ол жалғыз кетті. Мөлдір көлікке отырды. Анамыз бізді қорғауды тоқтатпай жүр. Біз де оны жалғыз қалдыруды тоқтатуымыз керек. Арман көлікті құрылыс нысанына қарай бұрды. Жол үстінде Нұрбектен жаңа ақпарат түсті. Қайрат мінген полиция көлігі де белгіленген жерге жетпеген. 2 қызметтік көліктің де бағыты бір мезетте өзгерген. Мәлік әкемді жолдан алып кеткен. Арман жылдамдықты арттырды. Оны өлтіргісі келсе, не үшін ғимаратқа апарады? Мойындату үшін. Анам да сонда барады. Қайраттан бұрын оған жетуіміз керек. Аяқталмаған ғимарат маңында полиция көлігінің есігі ашық тұрды. 2 жас қызметкер орындыққа кісенделген, ауыздары байланған еді. Бақыт пен Мәлік олардың қаруын алып кеткен. Қайрат 2-ші қабатқа шығарылған. Күләш бұл жерге балаларынан бұрын жетті. Ол ғимаратқа кіргенде жоғарғы қабаттан ер адамдардың дауысы естілді. Баспалдақпен көтеріліп, ашық бөлмеге жақындады. Қайрат бетон бағанға байланған, ал Мәлік оның алдында қару ұстап тұрды. Ананның атын айт! Қайрат Мәліктің жүзіне үмілді. Гүлзия Төлегенова. Қайраттың өңі өзгерді. Ол Мәлікті алғаш жұмысқа қабылдаған күннен ақ танығанын мойындады. Гүлзияның көзін бет пішінін ұмытпаған екен. Сондықтан оның әр қадамын бақылау үшін компаниясына кіргізген. Ананның ғимаратта қалғанын білдің бе? Мәлік қаруды жақындатты. Күзетші үйін босатты деп хабарлаған. Өтірік, әкем саған телефон соққан. Мен қабырғаны құлатуға ғана бұйрық бердім. Ішінде адам барын біле тұра бұйрық бергенсің. Қайрат үнсіз қалды. Мәлік оның үнсіздігін мойындау ретінде қабылдады. Саусағы шүріппеге жақындағанда Күләш бөлмеге кірді. Қаруды түсір, Мәлік. Сіз мұнда не үшін келдіңіз? Сені тоқтату үшін. Мені емес, күйеуіңізді тоқтатуыңыз керек еді. 25 жыл бұрын. Дұрыс айтасың. Күләштің қарсылықсыз мойындауы Мәлікті абдыратты. Ол әйелден ақталу немесе балаларын алға тарту тәрізді сөз күткен. Бірақ Күләш оның алдына келіп, Қайрат екеуінің ортасына тұрды. Ар кетіңіз. Мәлік қаруды төмен түсірмеді. Аталмайсың. Мені сынамаңыз. Сен оны өлтірсең, анаңның атын қылмыскердің ұлы ретінде алып жүресің. Анамның атын аузыңызға алмаңыз. Гүлзия мені апаттан бір күн бұрын көрген. Мәліктің қолы қимылсыз қалды. Күләш 25 жыл жасырып келген кездесуді баяндауға кірісті.
Гүлзия күйеуінің Қайрат жүргізіп жатқан заңсыз құрылысты тоқтатқысы келетінін айтып, Күләштен көмек сұраған. Құрылысшылар сапасыз қабырға көтеріп, есептегі қаржының жартысын басқа жаққа жұмсаған екен. Мен Қайратпен сөйлесуге уәде бердім. Күләш көзін төмен түсірмеді. Бірақ үйге барған соң қорқып қалдым. Сіз анамды құтқара алатын едіңіз. Иә. Неге үндемедіңіз? 1 жасар баламды тартып алатынын айтты. Мені ауру адам етіп көрсетуге кірісті. Өзімізді қорғадыңыз. Қорқынышымның себебі бар еді, бірақ кінәмді жоймайды. Қайрат арқанын босатуға әрекет жасап отырды. Мәлік оған назар аудармаған сәтте бетон сынығым қолына алды. Күләш оның қозғалысын байқап, Мәлікті шетке итерді. Қайрат бетонмен әйелінің иығынан ұрды. Күләш еденге құлады. Мәлік қаруды көтергенде бөлмеге Арман кіріп, Қайратты қабырғаға соқты. Анамнан аулақ жүріңіз. Арман әкесінің қолын қайырып ұстады. Мөлдір жерге түскен қаруды аяғымен алыстатты. Нұрбек пен арнайы топ бірнеше секундтан кейін бөлмеге кірді. Бақыт төменгі қабаттан қашуға тырысқан жерінде ұсталды. Мәлік Күләштің қасына тізерлеп отырды. Оның иығы жараланғанмен есінен танбаған еді. Күләш жігіттің қолынан ұстап, көз жасын жасырмады. Анаңның алдында қарызым бар. Оны қайтара алмайсыз. Білемін. Онда не үшін мені іздедіңіз? Кешірім алу үшін емес. Сенің өміріңді Қайраттың қылмысымен аяқтатпау үшін. Мәлік басын төмен түсірді. Қару бірнеше қадам жерде жаққанмен оған ұмтылмады. Нұрбек қаруды алып қауіпсіздендірді. Мәлік қолын өзі созып, кісен салуға қарсылық танытпады. Мен полициядан қаштым. Қызметкерлерге күш қолдандым. Мәлік Күләшке қарады. Түрмеге қайта барамын. Қателігің үшін жауап бересің, бірақ адам өлтірген жоқсың. Қайрат жазадан құтылса ше? Бұл жолы оның үнсіз қалдыратын адамы жоқ. Дәрігерлер Күләшті тексеріп, иығының сүйегі сынбағанын анықтады. Арман анасын жедел жәрдемге дейін көтеріп апарғысы келді. Алайда Күләш өз аяғымен жүретінін білдірді. Мөлдір оның жанынан 1 қадам алыстамады. Қайратты алып бара жатқанда Мәлік оған соңғы сұрақ қойды. Анам қабырғасында жатқанда сен қайда болдың? Қайрат артына қарамады. Көлікте отырдым. Оның дауысын естідің бе? Қайрат жауапсыз қалды. Нұрбек ағасының иығынан ұстап, көлікке қарай жүргізді. Бірақ есік алдында Қайрат тоқтап, Күләшке бұрылды. Сен де оның дауысын естідің. Күләштің жүзі бозарып кетті. Арман анасына қарады. Мәлік те орнынан қозғала алмай қалды. Бұл не мағына? Мөлдір әкесінің жолын кесті. Қайрат ернін қисайтып, ұзақ уақыт бойы жасырып келген соңғы қаруын қолданды. Апат болған түні аналарың менімен бірге көлікте отырған. Қабырғаның құлайтынын алдын ала білді. Гүлзияның айқайында естіді. Арман анасына бұрылды. Күләш әкесінің сөзін бірден жоққа шығармады. Оның үнсіздігі балаларын үрейлендірді. Рас па анашым? Мөлдірдің үні дірілдеді. Күләш көзін жұмып, керен тыныстады. Мен көлікте болдым. Мәлік кейін шегініп, қабырғаға сүйенді. Бірнеше минут бұрын өзін құтқарған әйел анасының өліміне куә болған. 25 жыл бойы Қайраттың қылмысын әшкерелеуге дайындалған Күләш ең ауыр ақиқатты балаларынан да, тергеушілерден де жасырып келген еді. Қабырға құламай тұрып неге шықпадыңыз? Мәліктің дауысы әлдіреп шықты. Күләш жауап беруге оқталды. Алайда Қайрат полиция көлігінің ішінен айқай салды. Өйткені бұйрықты мен жалғыз берген жоқпын. Нұрбек көліктің есігін жапты. Қайраттың соңғы сөзі құрылыс алаңындағы қылмысқа Күләштіңге қаты болу мүмкін деген күмән туғызды. Мөлдір анасының қолын ұстамақ болғанда Күләш кейін шегінді. Әкелерің өтірік айтып тұрған жоқ. Күләш балаларынан көзін тайдырды. Қабырғаны сол түні құлату туралы ұсынысты алғаш айтқан адам мен едім. Арман мен Мөлдір үнсіз қалды. Мәлік көз алдында тұрған әйелді танымай қалғандай қарады. Күләш жедел жәрдем көлігіне міндей, тергеушінің алдына баруға дайын екенін жеткізді. Күләш полиция бөліміне өз еркімен келгенде, дәлізде отырған балалары орнынан көтерілді. Арман анасының жараланған иығына қарап, жанына бармақ болды. Күләш қолын көтеріп, әуелі тергеушімен сөйлесетінін білдірді. Мәлік бөлек бөлмеде жауап беріп отырды. Қайрат уақытша қамау орнына жеткізілген еді. Бірнеше сағаттан кейін олардың отбасы 25 жыл бойы жасырылған ең ауыр түнге
қайта оралатын болды. Тергеуші бейне камераны қосып, Күләшке құқықтарын түсіндірді. Нұрбек куәгер ретінде бөлмеде қалды. Арман мен Мөлдірге әңгімеге қатысуға рұқсат берілмеді. Күләш үстел үстіне жаралы қолын қойып, оқиғаны басынан баяндауға кірісті. Қайратпен үйленгеннен кейін бір ай өткенде, оның құрылысындағы заңсыздықты білдім. Құжаттағы сапалы материалдың орнына арзан кірпіш қолданылған. Жұмысшылар қарсылық танытса, жалақысын бермей қорқытатын. Мен мұны Гүлзиядан естідім. Гүлзиямен араңыз қандай еді? Тергеуші сұрақ қойды. Бірге оқығанбыз. Ол менің ең жақын құрбым болатын. Күләш мен Гүлзия бір тігін курсында танысқан. Екеуі оқу аяқталғаннан кейін шағын шеберхана ашуды армандаған. Күләш Қайратқа тұрмысқа шыққанда, Гүлзия құрбысының мінезіндегі өзгерісті бірінші байқаған. Бірақ Күләш күйеуін жамандауға ұялып, үйіндегі қорлықты жасырып жүрген. Апаттан 2 күн бұрын Гүлзия кешкісін Күләштің үйіне келген. Оның қолында құрылыс алаңынан түсірілген бейне мен сапасыз материалдардың тізімі болған. Күзетші күйеуі мұны тиісті орынға өткізбек болыпты. Қайрат істен хабардар болса, айғақтарды жоятынын білген Гүлзия Күләштен күйеуін нысанға жібермеуді өтінген. Мен Қайратқа құрылыс туралы сұрақ қойдым. Күләш саусақтарын қысты. Ол ашуға мініп, Гүлзияны сатқын деп атады. Құжаттарды қайда сақтағанын сұрады. Мен білмейтінімді айттым. Қабырғаны құлату ұсынысы қашан айтылды? Келесі күні. Қайрат нысандағы қабырғаның қауіпті екенін айтып, тексерушілер келмей тұрып бұзуды жоспарлаған. Күләш ғимарат бос болса, қабырғаны түнде құлатып тастауға болатынын айтып қалған. Оның мақсаты адамға зиян келтіру емес, күйеуінің ашуын басу еді. Қайрат бұл сөзді бұйрық ретінде қабылдап, жұмысшыларды шақырған. Ғимарат ішінде Гүлзияның отбасы барын қашан білдіңіз? Тергеуші Күләштің жүзіне қарады. Көлікпен құрылыс алаңына жеткен кезде Қайратқа тоқтатуды талап еттіңіз бе? Талап еттім. Ол мені көліктен шығармай қойды. Неге полиция шақырмадыңыз? Телефонымды тартып алды. Есікті іштен бекітті. Күләш көліктің терезесін ұрып, жұмысшыларға берге беруге тырысқан. Қайрат музыканың үнін көтеріп, оның айқайын сыртқа естіртпеген. Бірнеше минуттан кейін қабырға қозғала бастаған. Дәл осы мезетте Гүлзия баласын құшақтап, ғимарат есігінен көрінген. Мен оны көрдім. Күләштің үні үзіліп шықты. Қайрат та көрді. Соған қарамастан жұмысшыларды тоқтатпады. Гүлзия сізді көрді ме? Иә. Соңғы сөзі қандай болды? Күләш көзін жұмды. Құрбысының дауысы ширек ғасыр бойы оның жадынан өшпеген. Гүлзия баласын көтеріп тұрып, Мәлікті алып кет деп айқайлаған. Осыдан кейін қабырға құлаған. Тергеуші жазбаны уақытша тоқтатты. Нұрбек орнынан тұрып, терезе алдына барды. Ол ағасының адам өлімін көре тұра, тоқтамағанын қабылдай алмай тұрды. Күләш су ішіп, әңгімесін жалғастыруға өзі өтініш білдірді. Қабырға құлаған соң көліктен шықтым. Мәлік үйінде астында жылап жатты. Гүлзия қозғалған жоқ. Оның күйеуі тірі еді. Құтқарушыларды кім шақырды? Мен. Қайрат не істеді? Жұмысшыларға құрылыс алаңын тазалауға бұйрық берді. Күләш полицияға хабарласқанда, Қайрат оның қолынан телефонды жұлып алған. Бірақ қоңырау қабылданып үлгергендіктен, жедел қызмет мекенжайды анықтаған. Құтқарушылар келгенше, Қайрат әйеліне оқиғаны өндірістік апат ретінде баяндауды тапсырған. Келіспесем, Арманды менен тартып алатынын айтты. Мен қорқып, алғашқы жауапта өтірік сөйледім. Келесі күні шындықты айтпақ болдым. Қайрат оны біліп, мені ауруханаға түсетіндей күйге жеткізді. Сізді психикалық ауытқуы бар адам ретінде тіркеткен дәрігер есен бе? Иә. Ол Қайраттан ақша алды. Арызды не үшін қайтарып алдыңыз? Арманды балалар үйіне жіберемін деп қорқытты. Есен менің бала тәрбиелеуге қабілетсіз екенім туралы қорытынды дайындаған. Тергеуші Күләштің ұсынысы қылмыс жасау ниетімен айтылмағанын түсіндірді. Алайда алғашқы жауаптағы жалған мәлімет пен айғақты жасырғаны құқықтық баға алуға тиіс еді. Күләш келген жауапкершілікті қабылдайтынын жеткізді. Ол бұл күнге жазадан қашу үшін емес, ақиқатта толық ашу үшін дайындалған. Тергеу аяқталған кезде есік сыртында Мәлік күтіп тұрды. Полициядан қашуына қатысты жауап алынғанымен, оны уақытша босатуға шешім қабылданған. Бақыт қашуды өзі ұйымдастырғанын мойнына алған, ал Мәлік қаруды ешкімге бағыттамаған. Оның әрі қарайғы тағдыры
тергеу нәтижесіне байланысты еді. Мәлік күрешке жақындамады. Оның жүзінде ашу мен күмән қатар тұрды. Күреш құрбысының соңғы сөзін жеткізгісі келетінін айтып, оңаша сөйлесуге рұқсат сұрады. Анам сізге мені аман алып қалуды тапсырған. Мәлік қабырғаға сүйенді. Бірақ сіз мені балалар үйіне жібердіңіз. Сені асырап алуға әрекет жасадым. Неге алмадыңыз? Қайрат рұқсат бермеді деген жауап саған жеткіліксіз. Өйткені сіз одан кетуге қорықтыңыз. Иә. Мәлік көзін төмен түсірді. Күлеш өзін ақтамайтынын ашық жеткізді. Гүлзияның ұлын қорғауға берген уәдесін орындай алмағанын мойындады. Бірақ оны ұмытпаған. Сен 18-ге толғанша, балалар үйінің есеп шотына ай сайын ақша жіберіп отырдым. Ақша анамды қайтармайды. Оның орнын ештеңе толтырмайды. Онда не үшін жібердіңіз? Сенің оқуыңды тоқтатпауың үшін. Мәлік колледжде оқыған кезде шәкіртақыдан бөлек қаржы түсіп тұрғанын есіне алды. Ол көмек берушінің кім екенін білмеген. Кейін есепші мамандығын таңдап, Қайраттың компаниясына жұмысқа кірген. Күлеш оның кім екенін көрген алғашқы күні таныпты. Неге маған жақындамадыңыз? Мәліктің дауысы жұмсармады. Қайрат сені бақылап жүрді. Мен сөйлессем қауіптенетін. Түрмеге түскенімде де үнсіз қалдыңыз. Үнсіз қаш шалмадың. Сенің ісімді қайта қаратуға, қажет айғақтарды жинауға кірістім. 3 жыл күттіміз. Қайрат бір қадамымды білсе, Даниярға зиян тигізетінін айтты. Мәлік жауап қатпай сыртқа беттеді. Күлеш оның қолынан ұстауға батпады. Кешірім сұрау жараны бірден емдемейтінін түсінді. Арман мен Мөлдір анасына жақындады. Олардың жүзінде бұрынғы сенімнің орнына ауыр сауал тұрды. Күлеш балаларының көңілін жұбатуға тырыспады. Қабырғаны құлату туралы сөзді сіз айтпағанда, Гүлзия апай тірі қалар ма еді? Арман сұрады. Мүмкін. Осы үшін әкемнің қасында қалдыңыз ба? Бұл жалғыз себеп емес. Басқа қандай себеп болды? Сендер. Мөлдір анасының қолын ұстады. Біз үшін қалдым деп өзімізді ақтамаңызшы. Біз қорқыныш ішінде өстік. Ақталмаймын қызым. Сен дұрыс айтасың. Онда не үшін 25 жыл күттіміз? Күлеш қызынан көзін тайдырмады. Алғашқы жылдары балаларынан айырылып қалудан қорыққан. Кейін Қайраттың әр қылмысына дәлел жинамай кетсе, оның жазадан құтылатынын түсінген. Дегенмен уақыт өте, қорқыныш өмір салтына айналған. Бір күні кетемін деп жүріп, өмірінің жартысын жоғалттым. Күлеш байыппен сөйледі. Адам қорлыққа үйренбейді, тек аман қалудың жолын меңгереді. Арман анасының иығынан құшақтады. Бұл әрекет кешірді деген мағына бермейтін. Ол анасының құрбан ғана емес, қателескен адам екенін қабылдауға тырысты. Мөлдір де жанына келіп, үшеуі біраз уақыт үнсіз тұрды. Күләш полиция бөлімінен кейін үйіне барудан бас тартты. Зорлық көрген әйелдерге арналған орталық оған уақытша бөлме ұсынған. Балалары өз үйлеріне шақырғанымен, Күләш алғаш рет жалғыз тұрып көруге шешім қабылдады. Мен бір үйден шығып, басқа біреудің қамқорлығына кіргім келмейді. Күләш қара сөмкесіз тұрғанына назар аударды. Өз өмірімді өзім құруым керек. Ақшаңыз бар ма? Мөлдір алаңдады. Тігін тігуді ұмытқан жоқпын. Айсұлудың шеберханасына барасыз ба? Егер ол мені жұмыс қалса барам. Күләш орталыққа орналасқаннан кейін алғашқы рет бөлме есігін іштен жапты. Бұрын есік жабылса, сырт жағынан Қайраттың аяғы естілетін. Қазір ешкім бұйрық бермеді, дауыс көтермеді. Ол төсектің шетіне отырып, қолындағы көгерген іздерге қарады. Телефонына белгісіз нөмірден қоңырау түсті. Күләш жауап бергенде, арғы жақтан қарт әйелдің үні естілді. Ол өзін Гүлзияның анасы Райхан деп таныстырды. Мәлік бүгін маған келді. Әйелдің үні қатқыл шықты. 25 жыл бойы балама ақша жіберген сен бе? Иә. Неге атымды жасырдың? Сіздің алдыңызға баруға ұялдым. Ұялу қызымды қайтармайды. Білемін. Райхан таңертең Күләшпен кездескісі келетінін айтты. Оның қолында Гүлзия өлгенге дейін сақтаған маңызды айғақ бар екен. Қайрат апат туралы ғана емес, одан бұрын болған өзге қылмысты да жасырып келген. Қандай айғақ? Күләш орнынан тұрды. Оны телефонмен айта алмаймын. Қайратқа қатысты ма? Саған қатысты. Байланыс үзілген соң, Күләш ұзақ уақыт қозғала алмады. Гүлзияның анасы ширек ғасыр бойы оған қатысты
қандай айғақ сақтағанын түсінбеді. Ол кездесуді Нұрбекке хабарлауға ниеттенді, бірақ Райхан қайта қоңырау шалып, жалғыз келуін талап етті. Келесі күні Күләш көрсетілген мекенжайға барды. Райхан қаланың шетіндегі шағын үйде жалғыз тұратын. Есікті аша сала, Күләштің жүзіне ұзақ қарап, ішке кіргізді. «Қызым, сені туған қарындасындай көрді». Райхан үстел басына отырды. «Мен оның сенімін ақтай алмадым. Гүлзия өлерінен бір апта бұрын маған бір нәрсе тапсырды». «Не тапсырды?» Райхан ескі бейнетаспаны үстелге қойды. Ол заттың бөлінбей сақталған, ішіндегі көріністі бірнеше күн бұрын ғана сандық форматқа ауыстырғанын түсіндірді. Бейнетаспада Күләш мен Қайраттың құрылыс алаңында сөйлескен сәті жазылған. «Бұл бейнені кім түсірген?» Күләштің алақаны мұздап кетті. «Күйеуімнің ескі камерасын Гүлзия қолданған». Райхан ноутбукты ашып, бейнені қосты. Экранда жас Күләш Қайраттың алдында жылап тұрды. Қайрат оның қолын қатты қысып, ғимаратты бұзуға келісуге мәжбүрлеген. Күләш бас тартқан сайын, ол бір жасар Арманды көрсетіп қорқытқан. Бейненің анық естілген тұсында Қайрат: «Қабырғаны түнде бұзуды өзім ұсындың деп айтасын», деген бұйрық берген. Жас Күләш баласын құшақтап, амалсыз басын изеген. Кеше тергеуде өз еркімен айтты деп мойындаған ұсыныс шын мәнінде Қайраттың мәжбүрлеуімен айтылған екен. «Неге мұны бұрын бермедіңіз?» Күләштің көзінен жас шықты. «Гүлзия өлгеннен кейін Қайрат үйіме келді. Мәлікті де өлтіретінін айтып қорқытты. Мен баланы алып көшіп кеттім. Мұны тергеушіге өткізу керек». «Өткіземіз, бірақ алдымен саған бір нәрсе көрсетемін». Бейне жалғасты. Қайрат кеткеннен кейін Гүлзия камера алдында пайда болды. Ол Күләшке қарап, құрбысының бұл іске кінәсі жоқ екенін айтқан. Қайраттың қорқытуын көргенін, бір жағдай болса, баласын Күләшке сеніп тапсыратынын жеткізген. Күләш бетін алақанымен жапты. 25 жыл бойы өзін Гүлзияның өліміне себепкер санаған. Қайрат оның жадын, қорқынышын және кінә сезімін пайдаланып өтірікке сендірген. Ал Гүлзия құрбысының кінәсіз екенін өлерінен бұрын дәлелдеп беткен еді. «Мәлік мұны көрді ме?» Күләш сыбырлап сұрады. «Әлі көрген жоқ». «Неге?» «Оған өзің көрсетуің керек». Райхан бейнетаспаны Күләшке ұсынды, бірақ ол қолын созбады. Айғақты анасының өзі баласына беруін өтінді. «Мәлік сізден естігені дұрыс. Ол менің үнсіздігімді кешірмейді. Кешіруін талап етпеңіз, тек ақиқатты жасырып қалмаңыз». Олар бірге полиция бөліміне барды. Жол бойы Райхан қызы туралы бір ауыз сөз айтпады. Бөлімге кіргенде Мәлік дәлізде тергеушіні күтіп отыр екен. Райхан немересінің алдына барып, бейнетаспаны ұсынды. Мәлік әжесінің қолындағы затты көріп, қабағым тиді. Бейне жазбаны арнайы бөлмеде бәрі бірге қарады. Гүлзияның камера алдындағы сөзі аяқталған кезде Мәлік орнынан тұрып кетті. Ол Күләшке бірден қарамады. Терезе алдына барып, иығы дірілдеген күйде тұрып қалды. «Анам сізді кінәламаған екен». Мәлік біраз уақыттан кейін ғана бұрылды. «Бірақ мен уәдемді орындай алмадым. Ол мені сізге сеніп тапсырған. Сенің алдында кінәм бар». Мәлік Күләшке жақындап, жараланған иығына қарады. Оның ішінде жиналған ашу бір сәтте жоғалғандық жоқ. Бірақ алдында тұрған әйелдің жау емес екенін қабылдады. «Мен сізді кешіруге дайын емеспін. Оны сұрамаймын. Алайда сізді жек көргімде келмейді». Күләш басын изеді. Райхан тергеушіге бейне жазбаның түпнұсқасын тапсырды. Бұл айғақ Қайраттың қасақана әрекетін және әйелін мәжбүрлегенін толық дәлелдейтін. Тергеуші Қайратпен қайта сөйлесуге кірісті. Бейне жазбадан хабар тапқан Қайрат алғашқы рет адвокат талап етті. Бұрын әйелінің қорқынышына сенген ол, Күләштің шындықты дәлелдей алмайтынына күмәнданбаған еді. Бірақ тергеу аяқталуға жақындағанда күтпеген хабар түсті. Қайрат уақытша қамау бөлмесінде есінен танып, ауруханаға жеткізілген. Дәрігерлер оның жағдайын ауыр деп бағалады. Арман бұл хабарды естігенде анасына қарады. Әкесінің жасағандарына қарамастан, оның өлім аузында жатқаны жанын шайқалтты. Мөлдір ауруханаға барудан бірден бас тартты. Ол бізге әке болған жоқ. Бірақ біз оның баласымыз. Арман қарындасына қарады. Анамызды 25 жыл қорлаған адамды кешіреміз бе? Бару кешіру емес. Күләш балалардың дауына араласпады. Қайраттың жағдайын естігенде
жүзінен сезім байқалмады. Нұрбек одан ауруханаға бірге баруын сұрады. Ол сізді көргісі келіп жатыр. Нұрбек қолындағы телефонды түсірді. Не үшін? Соңғы рет сөйлескісі келеді. Күләш бірден келіспеді. Қайраттың әр әлсіз сәтін құралға айналдыратын жақсы білетін. Бірақ Нұрбек ағасының бір адамның атын қайта-қайта айтып жатқанын хабарлады. Кімнің атын? Арманның. Арман әкесінің алдына жалғыз кірмек болды. Күләш бұған рұқсат бермеді. Екеуі ауруханаға бірге барды, ал Мөлдір есік сыртында қалды. Қайрат төсекте әлсіз жатты. Бір қолы кісенмен кемір жақтауға бекітілген. Ол Күләшті көргенде басын бұрып әкетті. Арманға айтатын бір нәрсем бар. Қайрат әрең сөйледі. Мен осындамын. Арман жақындады. Сен менің баламсың. Бірақ мен сені мұрагерім ете алмаймын. Маған мүлкіміз керек емес. Мәселе мүлікте емес. Қайрат демін реттеп, төсектің жанындағы Нұрбекке қарады. Оның компаниясы, үйі және жер телімдері өз атына тіркелмегенін ашты. 25 жыл бұрын мүлкін басқа адамның атына өткізіп қойған. Кімнің атына? Күләш сұрады. Қайрат көзін Арманнан алмай жауап берді. Мәліктің атына. Арман естігеніне сенбеді. Мәлік 3 жаста болған кезде оның атына құрылыс компаниясының алғашқы үлесі рәсімделген. Қайрат мұны Гүлзияның өлімінен кейін өз қылмысын жасыру үшін жасаған. Егер іс ашылса, қаржыны жетім баланың өтемақысы ретінде көрсетуге дайындалыпты. Мәлік бұл туралы біле ме? Арман сұрады. Білмейді. Неге қазір айтып жатырсыз? Өйткені ол мүлікті алса, келесі күнақ құртады. Құртуға құқығы бар. Күләш күйеуінің көзіне қарады. Оның анасының өмірімен келген дүние. Қайрат жастыққа басын түсірді. Бірақ оның айтпаған ең маңызды құпиясы мүлікке қатысты емес еді. Ол Арманды өзіне жақын шақырып, Қайраттың Гүлзия қаза болған түні көлікте жалғыз отырмағанын айтты. Оның жанында Қайраттан да ықпалды адам болған. Қабырғаны тоқтатпауға бұйрық берген негізгі тұлға әлі жауапқа тартылмаған. Ол адам тергеу басталғанын білген және бейнетаспаны жою үшін қалаға келген еді. Оның есімі кім? Арман еңкейе түсті. Қайрат жауап беруге үлгермеді. Палата есігі ашылып, дәрігер киіміндегі бейтаныс адам кірді. Нұрбек құжатын сұраған сәтте әлгі адамның қолынан ине жылт етті. Күләш бірден Қайраттың алдына тұра қалды. Бейтаныс адам кейін шегініп, дәлізге қарай қашты. Нұрбек оның артынан ұмтылды. Қайрат төсегінде жатып, Күләшке қарады. 25 жыл қорлаған әйелінің өзін қорғағанын түсіне алмай қалды. Неге алдына тұрдың? Оның үні сыбырға айналды. Сені кешіргендіктен емес. Негізгі қылмыскердің атын тірі күйімде айтқызу үшін. Қайрат көзін жұмды. Есік сыртынан Нұрбектің айқайы мен жүгірген адамдардың қадамы естілді. Ал Күләш күйеуінің құлағына бір ғана сөйлем айтты. Бұл жолы үнсіз қалсаң, сені мен емес, өз қорқынышым өлтіреді. Нұрбек дәлізде дәрігер киімін киген бейтаныс адамды қуып жетіп, еденге жығып түсірді. Оның қалтасынан Қайратқа салуға дайындалған дәрі мен жалған қызметтік куәлік табылды. Ұсталған еркек алғашында үн қатпады. Бірақ телефонындағы соңғы қоңырау тапсырыс берушіге алып келді. Қайрат 25 жыл бойы атын атауға қорыққан адам, қаладағы ықпалды кәсіпкер Талғат Мырзаханов болатын. Гүлзия қаза тапқан құрылыс нысанын шын мәнінде осы адам басқарған еді. Талғат кезінде аудандық құрылыс бөлімінде қызмет атқарып, Қайратты көлеңкелі істеріне пайдаланған. Құрылысқа бөлінген қаржының көп бөлігі олардың жеке есепшоттарына аударылған. Кексеру басталатынын естіген Талғат қауіпті қабырғаны бұзып, айғақтарды иінді астында қалдыруға бұйрық берген. Қайрат тапсырманы орындағаны үшін компанияның үлесін алған. Кейін бар кінәні жұмысшыларға артып, қызметтен кеткен. Талғаттың атын айтсам, балаларымды өлтірем деп қорқытты. Қайрат әреңкіл қатты. Ал сен өз отбасында 25 жыл бойы қорқыттың. Күләш оның төсегінің жанында тұрды. Мен сендерді қорғадым. Қорғаған адам жұдырыққа көтермейді. Қорғаған адам еркіндікті тартып алмайды. Басқа амалым болмады. Әр жолы таңдауың болды. Сен билікті таңдадың. Қайрат жауап қайтара алмады. Күләштің алдында бұрынғыдай үрейленіп тұрған әйел жоқ еді. Оның көзіндегі тыныштық Қайрат үшін кез келген айқайдан ауыр көрінді. Ол әйелінің қайтып келмейтінін алғаш рет анық ұқты.
Арман әкесінен Талғатқа қарсы куәлік беруді талап етті. Қайрат үнсіз қалса, Гүлзияның өліміне ғана емес, Күләштің жоғалған өміріне де жауапты болатынын айтты. Мөлдір палатаға кірмесе де, есік сыртындағы әңгімені толық естіді. Әкесінің денсаулығына алаңдағанмен, бұрынғы әрекеттерін ақтауға ниеті болмады. Куәлік берсеңіз, жасағандарыңыз жойылмайды. Арман әкесіне жақындады. Бірақ кемінде бір рет дұрыс әрекет жасай аласыз. Сен мені кешіресің бе? Менің кешіріміме емес, ар-ұятыңызға қарап шешіңіз. Қайрат ұлының жүзінен өзіне деген бұрынғы қорқынышты көрмеді. Арман оны құтқаруға да, жұбатуға да келген жоқ. Ол әкесінен жауапкершілік күтті. Қайрат тергеушіні шақыруды сұрады. 4 сағатқа созылған жауап алу кезінде Қайрат құрылыс алаңындағы оқиғаны толық мойындады. Ол Талғаттың бұйрығын орындағанын, ғимаратта адамдар барын білгенін және қабырғаны тоқтатуға мүмкіндігі болғанын жасырмады. Дәрігер Есенге ақша беріп, Күләш туралы жалған қорытынды жасатқанын да растады. Мәлікті түрмеге жіберу үшін қаржы деректерін өзгерткенін мойнына алды. Даниярды қорқытып, жалған есептер әзірлеткенін айтып берді. Талғат сол күні әуежайдан ұсталды. Оның телефонынан ауруханаға кірген адамға берген тапсырмасы, бақытпен байланысы және бірнеше шетелдік есепшоттың дерегі табылды. Ол Қайратты танымайтынын айтып, құтылуға тырысқанымен, бейне таспамен дыбыс жазбалары сөзін жоққа шығарды. Бұрынғы қызметкерлер де тергеуге қатысып, көптен жасырылған заңсыздықтарды ашты. Ширек ғасырлық құпия бірнеше күн ішінде тұтас қылмыстық іске айналды. Күләшке қатысты тергеу де жеке жүргізілді. Оның алғашқы жауабы жалған болғаны анықталды. Бірақ қорқыту, зорлық және мәжбүрлеу айғақтармен расталды. Бейнетаспадағы көрініс Күләштің қылмысқа ерікті түрде қатыспағанын дәлелдеді. Тергеуші оның куәгер әрі жәбірленуші екенін жариялады. Күләш бұл шешімді жеңіс емес, кешігіп жеткен әділдік ретінде қабылдады. Мәліктің 3 жыл бұрынғы ісі қайта қаралды. Қайраттың мойындауымен банк директоры оның қаржы жымқырмағанын дәлелдеді. Полициядан қашуға қатысты әрекетіне құқықтық баға берілгенмен кепілмен босатылды. Ол өш алуға ұмтылғанын мойындап, психологиялық көмек алуға келісім берді. Күләш оған ақша не мүлік ұсынған жоқ. Саған қарызынды дүниемен өтей алмаймын. Күләш полиция ғимаратының алдында Мәлікке қарады. Маған сіздің қарызыңыз керек емес. Не керек? Анамның аты ұмытылмасын. Ұмытылмайды. Райхан Гүлзияның есімімен зорлық көрген әйелдерге қолдау көрсететін шағын орталық ашуды ұсынды. Қайрат пен Талғаттан тәркіленетін қаржының заңды бөлігі осы мақсатқа берілуі мүмкін еді. Мәлік орталықтың қаржысын ашық жүргізуге көмектесетінін айтты. Күләш әйелдерге пигін үйретуді мойнына алды. Жоба олардың қайғысын жоймаса да, өзге бір адамның өмірін сақтап қалуға мүмкіндік беретін. Данияр бірнеше күн бойы анасымен сөйлесуге батпады. Әкесінің қылмыстық әрекеттеріне араласқаны үшін өзін кешіре алмай жүрді. Күләш оны орталықтағы бөлмесіне шақырып, алдына шай қойды. Ұлы анасынан жаза күткендей басын төмен сүрді. Мен Мәлікті түрмеге жіберетін есепті дайындадым. Даниярдың үні дірілдеді. Қорықтың ба? Әкем сізге зиян тигізетінін айтты. Қорқыныш әрекетінде түсіндіреді, бірақ жауапкершіліктен босатпайды. Не істеуім керек? Ақиқатты сотта қайтала. Мәліктен кешірім сұра. Өмір бойы өзіңді жазаламай, келтірген зияныңды түзетуге тырыс. Данияр анасының аяғына жырылмақ болғанда, Күләш оны иығынан көтерді. Ол баласының өзін төмендеткенін емес, есейгенін көргісі келетінін айтты. Данияр Мәлікпен жеке кездесіп, болған оқиғаны жасырмай баяндады. Мәлік оны бірден кешірмеді. Бірақ сотта шындықты айтуын талап етті. Екі ер адамның арасындағы жара уақытпен және нақты әрекетпен ғана жазылуы мүмкін еді. Мөлдір әкесінің үйіндегі заттарды жинау үшін анасымен бірге барды. Күләш қақпадан кіргенде денесі еріксіз дірілдеді. 25 жыл бойы қорқынышқа толы болған үй сыртынан қарапайым ғана көрінді. Ас үй үстелінде неке жүзігі әлі жатты. Күләш оны қолына алып біраз қарап тұрды. Мұны не істейсіз? Мөлдір анасының қасына келді. Өткен өмірімнің өтеуі деп сатпаймын. Естелік деп сақтамаймын. Онда Қайраттың өзіне қайтарамын. Күләш жеке куәлігін, анасының ескі орамалын және өзі тіккен 2 көйлегін ғана алды. Қалған заттарды балаларына бөліп берді. Үйдің кілтін мөлдірге ұстатып, есіктен шықты. Бұл жолы
артында ешқандай сөз қалдырмады. Бірнеше айдан кейін сот басталды. Қайрат денсаулығы қалпына келген соң, айыпталушылар қатарына отырды. Талғат өзіне тағылған кінәнің басым бөлігін жоққа шығарды. Бірақ куәгерлер мен жазбалар оны қорғауға мүмкіндік бермеді. Есен жалған медициналық қорытынды дайындағанын және өзге істерде де осы тәсілді қолданғанын мойындады. Бақыт жазасын жеңілдету үшін қылмыстық топтың әрекетін толық ашып берді. Күләш сотта Қайраттың көзіне бір ретте қарамады. Ол өзіне жасалған зорлықты жасырмай баяндады. Балаларын тартып алу қаупі, қаржылық бақылау, туыстарынан алыстату және күнделікті қорлау жайлы нақты сөйледі. Әрбір сөз 25 жылдық үнсіздіктің бір қабырғасын құлатып жатты. Залда отырған әйелдердің бірнешеуі көз жасын сүртті. Райхан қызының қазасы туралы куәлік берді. Мәлік анасының есімі аталған сәтте орнынан тұрып, әжесінің қолынан ұстады. Ол Қайратқа қарамады. Оның мақсаты өш алу емес, анасын кінәсіз құрбан ретінде мойындату болатын. Сот Гүлзияның өлімі өндірістік апат емес, алдын ала белгілі қауіпке қарамастан жасалған қылмыстық әрекет екенін бекітті. Талғат ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Қайратқа да адам өліміне әкелген әрекет, зорлық, бопсалау, айғақтарды жасыру және қаржы қылмыстары бойынша жаза тағайындалды. Есен кәсіби құқығынан айырылып, қамауға алынды. Мәліктің бұрынғы үкімі жойылып, аты ресми түрде ақталды. Данияр тергеуге көмектескенімен мәжбүрлеу жағдайы ескеріліп, бас бостандығынан айырмайтын жаза алды. Үкім шыққан күні Қайрат Күләшпен 5 минут сөйлесуге рұқсат сұрады. Күләш алдымен барғысы келмеді. Кейін бұл кездесудің Қайрат үшін емес, өз өткеніне соңғы нүкте қою үшін қажет екенін түсінді. Екеуінің ортасында қалың әйнек тұрды. Мен сенсіз қашалдым. Қайрат телефон тұтқасын қысып ұстады. Сен мені көп жыл бұрын жоғалттым. Мені кешір аласың ба? Кешіру сенің жазаңды жоймайды. Қайтып келгеніңді қалаймын. Мен ол үйге оралмаймын. Қайрат басын төмен түсірді. Күләш оған неке жүзігін тергеу қызметкері арқылы қайтарғанын айтты. Күйеуіне жамандық тілемейтінін, бірақ оның өміріндегі орнын босатқанын түсіндірді. Қайрат әйелінің шешімін өзгертуге күші жетпейтінін қабылдады. Менен кейін қалай өмір сүресің? Қайрат соңғы рет сұрады. Алғаш рет өз қалауыммен. Күләш тұтқаны орнына қойып бөлмеден шықты. Дәлізде Арман, Мөлдір және Данияр күтіп тұрды. Балалары анасын қоршап алмады. Әр қайсысы оның таңдауына орын қалдырды. Күләш оларға қарап жымиып, бірге шай ішуге шақырды. Гүлзия атындағы орталық 1 жылдан кейін жұмысын бастады. Оның бір бөлмесінде заңгер кеңес берді. Екіншісінде психолог әйелдермен сөйлесті. Ал кең залда Күләш тігін үйретті. Мұнда келген адамдардан неге ертерек кетпегені сұралмайтын. Оларға қауіпсіздік, қаржылық тәуелсіздік және жаңа өмір бастауға нақты көмек ұсынылатын. Айсұлу Күләшті шеберханасына серіктес ретінде қабылдады. Екеуі орталықтағы әйелдер тіккен бұйымдарды сатуға мүмкіндік жасады. Түскен қаржы әр әйелдің жеке есепшотына аударылды. Күләш біреудің рұқсатынсыз алғаш рет өз еңбек ақысын қолына алған күні үнсіз жылап қалды. Бұл қуаныштан бұрын өзіне қайтарылған қадірдің жақсы еді. Арман анасымен апта сайын кездесіп жүрді. Ол өз отбасында әкесінің мінезін қайталап қоймау үшін психологпен жұмыс істей бастады. Сәуледен бұрын байқамаған әрекеттері үшін кешірім сұрап, балаларын қорқынышпен емес, түсіністікпен тәрбиелеуге уәде берді. Мөлдір анасының өмірін бақылауға емес, қолдауға үйренді. Данияр орталықтың қаржылық есептерін тегін жүргізді. Мәлік алғашқы айларда орталыққа сирек келетін. Ол Күләшті көрген сайын анасының қазасы есіне түсетін. Бір күні қолында Гүлзияның аты жазылған шағын тақтайшамен келді. Оны орталықтың кіреберісіне өзі орнатты. Мен сізді толық кешірдім деп айта алмаймын. Мәлік Күләшке қарады. Асықпа. Бірақ анам сізге сенгенін қабылдадым. Оның сеніміне лайық болуға тырысамын. Мен де ашумен емес, оның тәрбиесіне лайық өмір сүргім келеді. Райхан есік алдында тұрып, немересінің сөзін естіді. Ол Күләшке жақындап, қолын ұстады. Екі әйел бір-бірінен кешірім сұрамады. Олардың арасында кешірімнен де күрделі, бірақ
шынайы түсіністік пайда болды. Күләш орталықтың терезесін әр таң сайын өзі ашатын. Бұрын үйінің терезесіне Қайраттың рұқсатынсыз перде де ауыстыра алмайтын. Қазір қай уақытта жұмыс істейтінін, кіммен кездесетінін, қайда баратынын өзі шешетін. Қарапайым таңдау құқығы оған ең қымбат еркіндік болып көрінді. Бір күні мөлдір анасынан үйден кеткен түні қорыққанын сұрады. Күләш қызына ұзақ қарап, жымиып қойды. Қақпадан шыққан кезде тізесі дірілдеп, кері оралғысы келгенін жасырмады. Қайта кіруге не кедергі болды? Мөлдір анасының жауабын күтті. Есіктің ар жағында бұрынғы өмірім тұрды. Ал алдында не күтіп тұрғанын білмедім. Сонда қалай жүріп кеттіңіз? Белгісіз жол қорлық көрген үйден қауіпсіз екенін түсіндім. Күләш 25 жылын қайтара алмады. Гүлзия өмірге оралмады. Мәліктің балалығы өзгермеді. Балаларының жүрегіндегі жара бір күнде жазылмады. Бірақ өткеннің орнын өтірікпен жабуды тоқтатты. Әр адам өз әрекеті үшін жауап берді. Ал кешірім міндет емес, жеке таңдау болып қалды. Үйден үнсіз кеткен әйел әлсіз болғандықтан үндемеген жоқ еді. Ол ұзақ уақыт қорқыныштың ішінде жол іздеген. Кеткен күні тек күйеуінің үйінен емес, өзін кінәлі санаған өмірден де шықты. Артында неке жүзігін қалдырса да, ең қымбат дүниесін өзімен алып кетті. Ол өз тағдырын өзі таңдау құқығы еді.